Қайырлы күн достар, есім Ұлан Құрманғалиев, бұл сала таңдау каналы. Құрметті көрермендер, 29 жаста Шымкент қаласында 10-ға жуық кәсіпті жүргізіп отыр. Ол бізде фитнес клубтары, клиникалар, сауда үйлері, спа салондар, тағы да басқа кәсіптермен бүгін жеке өзімен танысатын боламыз. Бүгінгі видеоны көрген адамдар не алады деген сұраққа жауап берейік. Қазақстан бойынша 2025-те жеке бренд өте дамып отыр. Сол жеке бренд арқылы кәсіпті қалай дамытуға болады? Жалпы қандай маркетинг құралдарымен кәсіпті дамытуға болады? Даму, инвестиция тарту, нөлден кәсіп бастау және де капиталды көбейту, масштабқа шығу бойынша сұрақтардың бәріне бүгін біздің кейіпкеріміз өз тәжірибесімен жауап беретін болды. Және де алғашқы қалай банкрот болған, неден ақша жоғалтқан және де қандай тәжірибе жинаған жайлы ақпараттар айтылатын болды. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Өте қызықты, керемет сұхбаттардың бірі болады. Енді бүткіл қазақтың басында кредит бар дейді, бірақ үлкен кәсіпкерлерде кредит бар ма деген сұраққа бүгін біз жауап беретін боламыз. Чехолдар, пленкаларды Гуанчжоуда Мұрат деген досым салып жүретін. Бір пленка 24 теңге тұратын ол кезде. Бір пленка алды-арты 1500-2000 теңге сататынбыз. Қанша ақша салдыңдар? Английский курсқа ма? Мен өзім 1,5-2 миллион, серіктесім тағы 1,5-2 миллион. Ой жерде біз вообще рекорд жасадық. Рекорд деген антирекорд. Табыстан ба? 2,5 айдан астам уақыт бізде бірде-бір клиент келген жоқ. Әдемі ремонт жасадыңдар, күтіп отырсыңдар. Күтіп отырып. 2,5 ай. 2,5 ай. Бірде-бір клиент келген жоқ, бірде-бір келген жоқ. Енді видеоның соңына дейін көріңіздер, бірден кәсіптермен, мектептермен және де маркетингтермен толыққанды бүгін танысатын боламыз. Және де ең үлкен бұл жердегі мен өзіме инсайт болған дүние, бұл даму шығар енді. Кәсіп бастауға бұл жерде инсайт қандай? Бірінші идея ғой. Идея, екінші команда, үшінші инвестиция. И бастауға қорқпаңыздар. Деньги приходит под проект. Сіз бір нәрсе ниет еттіңіз бе? Действительно, шынайы қаладыңыз, Аллахтың қалауымен сізде ол нәрсе болуы мүмкін. Алғашқы 20 адамға промокод Ұлан деп келетін болса, 50% жеңілдік жасайық. Яғни 29.990, 30 дегенсі. Миллиондық бір өнім сата ма десем? Ұлан бауырымыздан жазған адамдарға комментарий арасынан мен бір адамға, яғни бизнес ұжымға шақырып, инвестицияның қыр-сырын бәрін үйрететін боламын. Өте көп сыйлықтар, негізі бұл шығарылымның өзі өте көп пайдалы болды деп айта аламын негізі. Бізге де, көрермендерге де жалпы көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз және де соңында да ұсынып отқан өнім наставничество 2 миллион, 7 миллион деген сөз жоқ. Қарапайым баға, әркімнің қол жететін. Әр қазақ еліне осындай кәсіп бұйырсын және де максимал біздің жасаған қателіктерді ешкім жасамас деген ниетпен осы видеоның соңына дейін көрсеңіздер болады. Қысқасы өте қызықты сұхбат болды. Енді құрметті көрермендер, бүгінгі кейіпкерімізбен таныссақ. Ассалаумағалейкум. Жақсы өздеріңіз. Қай жақтың тумасысың? Түркістан қаласында туылғам, Шымкент қаласында. Толғат жөнің? Абжанов Тұран Әлімханұлы. Түсінікті болды. Кәсіпте қанша жыл? 12 жыл. Ең алғашқы кәсіп қай жаста ашты? 17 жасында. 17 жаста. Ең үлкен кәсіп, ашқан кәсібінің несі қанша? Қаражат. 2 миллиард астам. Қазір қанша түрлі сала бар? Қазір 14. Атап өтсек. Так, ең бірінші WordClass фитнес клубтары, ол біреу емес екеуі, яғни WordClass премиум, WordClass Lite екеуі. Бұл әлемдік франшиза. Әлемдік франшиза, иә. Одан кейін мектебіміз бар, Әужан КТЛ, одан кейін Medicare клиникасы бар бізде, арнайы мейрамханаларымыз бар, қонақ үйіміз бар, Дора отель деген, зона отдыха бар, яғни зона отдыха емес, дом отдыха. Шипажайлар бар. Шипажай бар, дом отдыха бізде Дора вилла, шипажай, Ақжайық шипажай, Сарыағаш қаласында орналасқан. Одан бөлек строительный компания Сакадамыз бар. Және кішігірім кәсіптеріміз бар, автомойка, кондитер клуб. Қанша адам жұмыс істейді десем? 500-ден астам. Дәл қазір уақытта. Бұл енді қалай айтамыз бұл? ИП ма, ТО ма, бұл не бұл? Бірнеше ТО, бірнеше ИП бар. Холдинг пәлде? Холдинг бар. Холдинг деп айтсақ болады. Енді оборотпен пайданы айта аламыз да? Енді оборотымыз көп емес қой, одан кейін. Бірақ енді оборотты айта алмаймыз, кредитті айта аламыз. Сұхбатты жалғастырайық, кәсіптерді көрмес бұрын, таныспас бұрын осы жерде бірнеше сұрақ қойып кетсем. Ең алғашқы кәсіп қанша жаста? 17 жасымда. Немен айналыстың? 17 жасымда кітап саттық, кітап, қаламсаптар, яғни ручка былай айтқанда, одан кейін кітапшалар. Шпаргалка деп айта берейікші. Шпаргалка. Аха. НТ-дан өтуге қолданыстар. Ол жерде бізде пробниктер болды, одан кейін шпаргалкалар болды, одан кейін ручкалар тестирование деген, яғни максималь экзаменде тиімді қолданатын қаламсаптар. Идеяны қайдан алдың? Идеяны мен шыны керек, оны ол жерде бірінші бізде агент деген болатын, агентте бір таныстардан көріп, одан кейін YouTube-тан көрдім. Агенттен көрдің? Агенттен көрдім, одан кейін мен кітапшаны бір досыммен таныстым, сол досым әртүрлі бауырларын сататын. Сол несі маған идеясы ұнап, мені сатып бастады. Қанша таптыңдар?
ол жерде есімде жоқ, 17 жасымда, бірақ аралап саттыңдар ма әлде интернетпен ба? Тараз 2013 деген мен кітапшаларым болатын. Ол жерде шпаргалкаларды біз агент арқылы саттық. Бүкіл Қазақстан бойынша Тараз 2013 деген біздіңкі болады. Ал кітаптарды мен ағайлардың пробник кітаптарын алып, Қызылорда қаласына немесе ауылдарға сатадым. Енді агент арқылы бірдеңе саттым деген адамды бір рет көрдім. Бұл андай блог деген болатын, сіз жаза беретінсіз. Енді агент арқылы кәсіп іздедім деп айтсақ болады ма? Негізі агент кәсіпке арналмаған еді ол жылы. Ол енді сол кезде Инстаграм жоқ, Инстаграм бар, бірақ ол кезде андай дамымаған еді ғой. Агенттің қызығында жүрдік қой бәріміз. Шпаргалка деген немен айналыстық? Шпаргалка 18 жасымда телефон деп айналысқым келді, бірақ аксессуармен. То есть аксессуар, яғни мынандай чехолдар, пленкаларды Гуанчжоуда Мұрат деген досым салып жүретін. Бір пленка 24 теңге тұратын ол кезде. Қаншадан саттыңдар? Бір юан 24 теңге, бір пленка алды-арты 1500-2000 теңге сататынбыз. Маржа күшті болып өте күшті еді. Енді мынандай сұрақ, жалпы банкрот болдың ба? Әлде тек бәрі жақсы келе жатыр ма? Жоқ. Ең алғаш банкрот қашан? 19 жасымда. Неден? 19 жасымда мен Асет деген досым, яғни серіктесім, біз Алматы қаласында Сүлейман Демирель деген университет бар, яғни СДУ деген, сол жерде оқитын кезде бірге партнер болайық деп шештік. Английский курс аштық Алматы қаласында. Ағылшын тілін үйретіп. Ағылшын тілі. Қанша ақша салдыңдар? Английский курсқа ма? Мен өзім 1,5-2 миллион, серіктесім тағы 1,5-2 миллион. Әдемілеп аштыңдар. Әдемілеп аштық. Ол ең қызығы, ол жерде біз вообще рекорд жасадық. Рекорд деген антирекорд. Табыстан ба? 2,5 айдан астам уақыт бізде бір клиент келген жоқ. Яғни 0 клиент. Әдемі ремонт жасадыңдар, күтіп отырсыңдар. Күтіп отырық. 2,5 ай. 2,5 ай. Бір клиент келген жоқ қой. Сатып алған жоқ па ешкім? Даже өз бауырларымыздың сестренкалары, інілер ешкім келген жоқ бізге. Неге? Білмеймін, кәсіпті енді ол жерде көптеген себептер болды. Ең бірінші біз кәсіпті дұрыс емес локацияда аштық. Яғни өзің кәсіптің маркетинг формуласы бар. 5P деген. Алғашқы банкрот па бұл? Бірінші банкрот қой. Енді крупный банкрот, оған не қателіктер болды. 100 000 теңге, 200 000 теңге, бірақ сол 19 жасымда 1,5-2 миллионға маған ең крупныйлардың бірі сол жерде болды. Және 2,5 ай клиент сатты. 2,5-3 ай. Депрессия болған шығар. Қанша, выгорание. Неден болды ол кезде қателік деп ойлайсыз? Қателік ең бірінші білімсіздік и тәжірибе жоқ. Ол жерде дұрыс емес локация, өте конкуренция көп жерден дұрыс емес продукт ұсындық қой былай айтқанда. И бірде-бір маркетингке қаражат салмадық. Сол жарнама болмады ма? Жарнама вообще болған жоқ. Қызығы 7200 теңге ме, 7500 теңге баннер жаздық. Номерін кішкентай жазып қойғанбыз ғой. Басқа ешқандай канал жоқ та. Маркетингті білетін бе ол кезде? Ол кезде маркетингті бағана чехол саттым, не саттым, өзі бір 1-2% бойдан. Точкалармен саттыңдар ғой көбінесе аралап. Былай ондай тәжірибе болған жоқ қой. Ең алғашқы банкрот сол кезде болды. Жалпы сонда маркетинг деген затты сол кезде игердім деп айта аламыз ба? Мен именно осы банкрот болғаннан кейін ең бірінші зерттей бастадым. 3-4 ай выгорание болды. Өйткені мен ақшаны адамдар қарыз алған болатын. Сол кезде выходты қалай шығу керек дегенде көп адамдармен сөйлесіп нағылып, ең бірінші курстарға барған болатын. Яғни ол жерде даже бизнес бастау бар ол екен. Ахметбек ағай бар. Одан бөлек бизнес молодость, бизнес хардкор, бірақ ең бірінші мен ұстазым Ринаджи деген кісі, ол Инстаграм тоже бар. Ол кісіге до сих пор благодарен. Ол кісі маған маркетинг, жүйені, продажаны үйретті. Қалай франшизаға шығуға болады, қалай автоматизация шығуы. То есть сол қарыз бізді, мені өзімді жақсы бір дәреже жетті. Өсірді деп айта аламыз. Өсірді деп айтсам да болады. Енді қысқасы құрметті көрермендер, сұхбаттың басы ұнады деп ойлаймын. Енді видеоның соңына дейін көріңіздер, бір кәсіптермен, мектептермен және де маркетингтермен толыққанды бүгін танысатын боламыз. Және де ең үлкен бұл жердегі мен өзіме инсайт болған дүние, бұл даму шығар енді. Даму да жақсы дүние болып тұр ғой, капитал. Негізі кәсіпкердің дүниесі қалтасындағы ақшамен емес, капиталмен есептеледі дейді. Капитализациямен есептеледі. Мына ғимарат қанша тұрады? Бұл енді қазір таңда есептеу керек, но средний 2,5 миллиардтан астам деп ойлаймын. Бұл салынған дүние. Бұл реконструкция болды. Яғни біз недостроенный зданияны сатып алдық. Бұл басында бұл жер баня болған, одан қонақ үй жоспарлаған. Біз сатып алып, бірақ өте көп шығынға түстік. Өйткені карантин кезінде біздің шығынымыз почти былай айтқанда 2,5 есе болды. Жоғары болды. Жоғары болды. Бүгін енді бір сала емес, 10 түрлі саламен таныстырамыз. Олардың пайдасымен, жалпы қалай кірді, қалай өсірді, бұның бәрін қалай ұстап тұрсыңдар. Және де не пайда бере аламыз. Одан кейін инвестиция бойынша әңгіме болады. Әрине. Максимально пайдалы боламыз. Әр бауырымызға, әр қазақ еліне осындай кәсіп бұйырсын, және де максимал біздің жасаған қателіктерді ешкім жасамасын деген ниетпен осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер болады. Қысқасы өте қызықты сұхбат болды. Енді қонақ үй бизнесі бойынша сұрайтын боламыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Ең бірінші атынан бастасақ.
Дора. Көпшілік сұрайды, неге Дора, Дарама немесе Стамбулдағы Дора деген отель бар. Сонымен бірдей ма дейді. На самом деле ондай емес. Бұл біз компания ең бірінші бизнестер ашатын кезде халыққа, адамға пайдасы тигізетін нәрсе ашқымыз келеді. Бірінші өзіміз ұғымыз. Екінші, біз маркетингке қатты қараймыз. Маркетинг ішінде неймингке, логотипке. Логотип, название, есімі. Аты былай айтқанда Дора деген ол Досыбай, Райхан деген атамыз бен апамыздың есімі. Аттарына қойылған. Иә, Досыбай, Райхан. Қанша ақшаға жасаттыңдар енді мына креативті? Ол логотип примерно 2 миллион кетті ғой, әше логотип өзі. Мынаған да өндір ма? Әше логотип. О деген қонақжайлық деген нәрсе білдіреді. Біздің миссиямыз, яғни осы қаламызда туризмді дамытып, осындай қонақ үйді ашатымыз. Сол себепті максимально қонақжайлық болу үшін сондай логотипті заказ бердік. Кімдер жасады? Шетелге жасаттыңдар ма? Жоқ, біздің өзіміздің Қазақстан азаматтары Алматы қаласында, яғни Кегіз групп деген компания бар, солардың ішіндегі командалар. Енді құрметті көрермендер, мен логотиптің өзі 2 миллион теңге тұрады. Енді мына жерде бұл мынандай инсайт алса болады да. Көптеген бізде кәсіпкерлер бар, компаниясының аты әлі жоқ. Иә. Енді көп сұрақ қоюы мүмкін да. Неге оған бас қатырып компанияға атын қойып? Мына нәрсе ол өте жақсы инсайт бар. Қараңыздар, кәсіпкерлерге табысын көтергісі келетін болса, упаковка деген нәрсе қарау керек. 30%, 40% кемінде көтереді, одан көп те көтеруі мүмкін. Яғни логотип ол упаковка. Бізде сауда үйінде, бұл біздегі сауда үйіміз бар. Ол жерде упаковканы дұрыстау арқылы, яғни сыртын ремонтын бәрін күшті жасап, біз сауданы 3 есе көтергенбіз. 3 есе. За счет упаковки. Әрлеу арқылы. Иә? Енді қонақ үйдің пайдасы бойынша сұрақ кетейік. Қазір қанша бөлме бар мекта? 27. 27 бөлме бар. Қан сегменттерге бөліне ма? Сегмент бізде люкс номер бар, 2 люкс номеріміз бар, одан кейін делюкс номер бар, одан кейін стандарт номер бар. Стандарттар қанша теңге? Стандарт номер бізде 15, 15-нен басталады. 15-нен басталады. Делюкс? Делюкс бізде 20 мың бір адамға, 2 адамға 22 мың теңге. Біздің бұл қонақ үйдің ерекшелігі ол сіз стандарт номер алсаңыз да, люкс номер алсаңыз да, әлемдік компания World Class-қа, яғни посещение болады. World Class-та не бар? World Class ішінде бассейн бар, сауна бар, яғни полотенце барлығын береді. Жаттығу залы, групповой занятие бар. Я думаю, это өте жоғары деңгей. Бұндай деңгейде бар ма қонақ үй Шымкентте? Шымкентте осылай беріп тұрған. Именно World Class-қа ма или не ма? Жоқ, осындай үлкен бассейнмен жаттығу залы. Бассейнмен, біз енді мына Рамадада бәрінде жатқанбыз. Иә, ол жақта бассейн жоқ. Рикстің өзінде кішкентай бассейн. Енді бассейннен бұрын жаттығу залы да кішкентай негізі. Қатты талқыламай қойып. Қазір енді бір бөлмеге кіріп көрсек. Иә, мына жерде былай қараңыз, бұл жердің біздің плюсіміз қаланың орталығында орналасқан қонақ үй бірінші, екінші бағасы, үшінші бағана World Class-қа кіре береді. Артықшылығы. Ол тегін World Class кіреді. Ал егер массажный қабылдайтын болса, Буддаспа жобамыз тура осы жобаның астында орналасқан. Ол бірақ кірмейді ау. Оған кірмейді, бірақ массаждар өте қолайлы. 11 мың теңге, 12 мың теңге сонда тұрады массаж. Таиландтан тайкалар келеді. Жүріңіздер. Тайкалар істеймін. Тайкалар істейді, бұл арнайы біздің Буддаспа деген жобамыз. Мына жерде бізде енді қонақ үй бойынша қазір толық ақпарат алып кетеміз. Пайдасы бойынша. Керемет номерімізге қош келдіңіздер. Мына жерде демалады. Бізде полностью арнайы суларымыз бар. Полностью толықтай демалады. Мына жақта бізде жату бөлмесі бар. Енді қонақ үйге бұл дамумен салынды ғой бұл да, иә? Иә, қазір сала сайын. Иә, арнайы дамумен салынды. Қанша ақша табуға болады? Қонақ үйде ма? Енді бұл жерде бірінші қалаға байланысты, екінші номерге байланысты, яғни позиционирование. Но в среднем қонақ үйдің бір жақсы жері сіз расходыңыз аз, одан кейін команда таңдамайды. Яғни сіз азғандай кадрға байланбайды. Кадрға вообще байланбайды. И одан кейін маркетингке де көп қаражат құртпайсың да, букингпен жұмыс жасайсың. В среднем мынандай қонақ үйлер бір 6 миллион мен 10 миллион арасында тұрақты. Пайда алып командаға байланбайды, кадрға байланбайды деген бұл станок емес қой. Кейде бір бүткіл компания бір адамға бағынып тұрады ғой. Болмаса сатушыға, болмаса бір инженерге, сол жерде ол кетіп қалса, ана көңіл күйіне қарап тұрасың. А бұл жердегі жұмысты кез келген адамға үйретуге болады ғой. Қанша адам жұмыс істейді? Қазіргі таңда бізде клиник пен ресепшн қосқанда 10-ға жуық адам. Түсінікті болды. Бұл қонақ үйде енді табыс алып беретін неше не бар, дүние бар. Жату бір табыс. Жату бір табыс бар. Екінші енді біз мелкий табыстарымыз бар, үтіктеу деген сияқты, доп услуга. Мини-бар. Иә, мини-бар бар. Мини-бар бар. Мини-бардың тоже біз былай айтқанда база өзіміздің расходтарымызды жауамыз. Енді қонақ үйге мысалы үшін менде қанша 27 бөлме бар? 27 номер бар. Жобамен қанша ақшамен ашуға болады тура осылай? Тура 27 номерді ма? Енді ремонтқа неге байланысты, я думаю, примерно егер 27 номер болатын болса, 400 миллион мен 1 миллиардқа дейін ашуға болады. Егер ғимаратты сатып алсаң ба? Егер сатып алсаң. Егер аренда болатын болса, бір аз кетеді ғой, ол кезде бір 300 миллион, 400, может 250 миллионға да ашуға болады. Ремонттың сапасына байланысты ғой жерде. Қонақ үйге неге даму не беріп отыр субсидия? Өйткені біз жалпы өйткені Алматыда критерийді
қонақ үйге ақша береді деп тұр. Иә. Көптеген нишаға берілмейді, бірақ аталып өткен ең басында тұрған қонақ үй. Қонақ үйге ақша береміз деп тұр. Неге? Неге? Өйткені біріншіден мемлекетіміздің бағдарламасы туризм дамыту деп ойлаймын бірінші. Екіншіден қонақ үй бізде Алматы қаласының өзінде жетпейді. Дефицит. Мысалы кейде адамдар күтіп алған кезде апаратын болсаң, рикстің өзіне 160 мың 180 мың теңге деп тұрады. Бірақ бос емес. Бос емес еще. Сол себепті қонақ үй ашу керек. Әр бауырымыз осындай қонақ үй ашсын. Былай айтқанда, егер көмек керек болса, барынша көмектесеміз. Түсінікті болды. Енді даму қонақ үйге берілетінін түсіндік. Қанша процентпен беріледі? Енді қараңыз, бұл жерде бізге дейін кәсіп ашқан кісілер бар. Бірнеше жыл бұрын, мысалы, басқа бір қонақ үйлер, олар 4% жылдықпен алған. Бұрын 4% жылдық. Біздің например басқа кәсіптеріміз 6%, қазір 8-9%. Түсіндіңіз ба? Жылдық. Оның өзі негізі тиімді. Толықтай ең төменгі процент қой бәрі. Иә, ең төменгі. Сіз главный нәрсе бизнес ашатын болсаңыз, OCAT деген список бар. Именно дамуда ол жыл сайын ауысып отырады. Алматы қаласында мүмкін басқа болуы мүмкін, мен пока Алматы қаласын білмеймін, бірақ OCAT-тің тізіміне қарап, сіз кәсіп ашсаңыз жақсы. Мүмкін ол OCAT-те қазір қонақ үй бар деп отырсыз ғой. Значит, ол жерде 9% жылдық мөлшерде несие алуға болады. Бұл негізі 20%. Даму қанша пайызын жауып отырады сонда? 11%. Қараңыздар, мынандай нәрсе көп адам дұрыс түсінбейді. Көп адам дамудан мен ақша аламын ба дейді. На самом деле ондай емес. Сіз екінші дәрежелі банктен сіз несие аласыз. Мысалы, Форте банк, Народный банк дейді. Ал даму субсидировать етеді. Яғни сіз 21% несие алсаңыз, 14-15%-ын даму субсидировать етіп, 8-9%-ы сізге қалады ғой. Яғни 11-10%-ын мемлекет жабады да, 8%-ын өзің жабасың. Бұл қанша жылға созылады жабу мемлекеттің қолдауы? Әр неде әртүрлі, мысалы производствода өте выгодно. Ал бұнда услугаларда 3 жыл, 5 жыл сондай. 3 жыл төлеп береді, 3 жылдан кейін өзің төлейсің. Жоқ, 3 жылдан кейін пайыз көтеріледі. 20%. Мысалы 7 жылға несие алдың, 3 жыл 9%, 4 жыл уже 21% болады. Яғни 3 жыл бойы сен айналып, табысқа шығып, пайдаға шығып бір оборот жасап керексің ғой. Енді досрочно деген сұраққа жауап берейін. Тез жабу. Дамудан алған затты тез жапқан дұрыс па? Әрине, егер дополнительный қаражатың болса, жапқан дұрыс. Бірақтан да қазір таңда инфляция мен бәрін есептеген кезде, ол айма-ай, мысалы кәсіпкер болған сенде всегда оборот ақша жүреді. Сен бір поставщикке біреу керек болып қаласың, болса бір бизнес ашқың келіп қалады. Сол себепті, бірақ 8%, 9% болса, меніңше пока тұра берген дұрыс шығар. Тағы да бір сұрақ. Енді даму бойынша сен жер емес, даму жер болып кеткен сияқты енді. Бірақ енді білгеннен кейін сұрап отырмын да енді. Залог қою керек па? Негізі даму арқылы без залога да алды. Алған ғимаратты қойсаң бола ма? Қараңыз, әртүрлі не бар. Бұл жерде бірінші сіздің историяңызға қарайды. Сіздің қаншалықты банктың алдында сіз гарант бола аласыз, история деген ол фактор көп рөл ойнайды. Без залога да алуға болады 20 миллионға дейін. Мынандай сұрақ. Давайте. Мысалмен кетейік. Мен бір қонақ үй таптым дейді. Хорошо. Бір 15 бөлмесі бар, ғимаратпен бір коттедж жасаған. Жаңағы жарнама берді, бір 200 миллион сатамыз деп қойды, дайын бизнес қылып. Мен соны дамумен алам дедім, мен сол жерді залогқа қоям ба? Алғалы жатқан затымды? Оценкаға байланысты. Форте банк, банк мысалы бірінші алады, оценка жасайды, есептейді толықтай. Сол ғимаратта? Иә, сол ғимаратта. Егер сіздің историяңыз средний болатын болса, сізге қосымша не сұрау мүмкін? Гарант, созаемщик сұрау мүмкін, немесе залог сұрау мүмкін. Сол кезде бірдей қоя соға болады. Иә, үй қоюға болады. Сол себепті капитал көтеру керек. Яғни үй алу керек, жер алу керек, помещение алу керек. Мен жалпы осыдан бірнеше жыл бұрын бір кісімен танысқан кезде айтқан, яғни сен капиталыңды көбейткен сайын, то есть Түркия, яғни Қазақстанның былай айтқанда 100 жыл алда келеді. Ол жақта 14-ке бөлінеді деген адамдардың дәрежесі. То есть ол жерде 14-ші дәрежедегі адам ешқашан капиталын көтере алмайды да. То есть байлар бай болып кетеді. Бай кедейді бекке бөлмей ме? Иә, ол 14 дәреже бар да. Мысалы, 14-ші дәреже ешқашан капиталын көтере алмайды да. Адам емес деген список бар. Сол себепті бұл жерде инсайтта ол кісі айтты, сендер дейді, қазір жер алып, үй алып бастасаңдар дейді, ертең не только сендер, бала шағаларың да бай болып кетеді дейді. Сол себепті қазір Қазақстан идеальный кез бастап кетуге. Капитал жинауға, капитал көтеруге ең идеальный кез. Көлік капитал ма? Көлік па? Егер көлік арқылы қаражат тапсаң, капитал деп ойлаймын. Ал жай мақтаныш үшін айтып жүрсеңші. Жоқ, ол пассив қой. Қысқасы, құрметті көрермендер, өте пайдалы сұхбат болып отыр деп ойлаймын. Және де біраз сұрақтарыңызға жауап алып жатсыздар деген ойдамын. Енді біз дамудың тақырыбын жаппаймыз, бізде әлі мектеп бар. Енді мектеп ең үлкен табыстардың бірі дейді. Өшеді жаңа 5P деді ме, жаңа не деді? 5P деген формула бар. Егер сіз кәсібіңізді, мысалы, қай жерден ашам, қалай ашам, және успешно болғыңыз келетін болса, 95% кәсіп осы формулаға қарайды. Және әлемдік компаниялар соны қолданады деген. 5P деген формула, яғни бірінші P ол продукт дейді, яғни продукт, өнім, тауардың сапалы болу керек.
сіз қонақ үй болсын, фитнес болсын, мектеп болсын, тауар сапалы болған сайын сізге оңайырақ сатылып болады. Екінші прайс, яғни сіз бағаңыз дұрыс болу керек. Нарықпен. Мысалы, қонақ үйдің бағасы өте ыңғайлы, қаланың қақ ортасы орналасқан екен. Үшінші бізде placement, яғни location, яғни локация, орналасқан жері орын маңызды. Өте маңызды. Мысалы, бұл Тайқыған қаланың қақ ортасында. Фитнестерге сен не обязательно, мысалы, жолдың бойында болу. Екінші линияда болса болады. Төртінші бізде промоушн дейді, продвижение, яғни маркетинг. Ол көп адам, например, бір здание соғып жатады, қандай здание соғады білмейді, немесе маркетингке ақша салмайды. Даже жеке брендтен даже ақша салмайды. Ал негізі маркетингке кемінде 3% бен 6% аты выручка салуға мен кеңес беремін. Кез келген осы жерде бір сұрақ қойып кетейінші. Жеке бренд деді ғой, өз аузынан шықты. Өткен жылы жарқырата қалдыңдар Инстаграмда, иә? Аллаға шүкір. Дұрыс па? Өткен жылы кірді ме? Қанша уақыт болды? Негізі 5 жылда болып қалды, бірақ өткен жылы сәл усиление бердік қой. Қанша есе өстіңдер? Негізі 149 ма 800 мыңға примерно 4 есе өстік қой. Қанша айда? Өте аз, былай 6 айда ғой. 6 айда 140 мың көрермен. Бірақ енді 140 мың таза болып бет соңында. Ол кезде 140 негізі 70% таза еді. Бірақ ол қанша жыл жиналды? Ол жиналғаны біз бір 4 жылдай болып қалды. 4 жылда жинады. Бірақ аяқ астынан 4-5 айда 700-800 мыңға бірақ секірдіңдер. Не себеп? Ол жерде біз жеке брендке инвестиция салайық деп шештік. Жеке бренд негізі өте выгодный инвестиция ғой. Қанша ақша салдың? Ол жерде енді біз машиналар ойнадық, бүйттік, сөйттік. Жеке брендке ол жердің өзінде, я думаю, бір 50 миллионның плюс-минусы болды. Бірақ ақтадыңдар ау. Өйткені неге ақтадық? Өйткені кәсіп арқылы. Әр кәсіпкерге жеке брендке инвестиция салуға мен кеңес беремін. Не үшін екенін қазір мектепке барғанда талқыласақ болады. Жалпы жеке бренд не береді деген сұраққа бүгін жауап береміз. Мынау бізде Бұл қонақ үйіміздің конференц залы. Негізі біз конференц залды өзіміздің компаниямыз үшін ашқанбыз. Өйткені көптеген кәсіпкерлер бізден консультация сұрайды, разбор сұрайды. Барлығын біз өзіміздің мықты пайдалы ақпараттарымызды арнайы курстар ашып қойғанбыз. Сол конференц залды сол біздің участниктер үшін бұл тәжірибе алмасу. Тәжірибе алмасу бұл жерде сөйлесеміз. Неде мынандай сұрақ қойып кетейінші. Неге қонақ үй аштың дегенге тағы бір себеп бар ғой? Ең бірінші біз компанияда негізі біз енді әлемдік компанияда жұмыс жасағаннан кейін әрқашан біз дамимыз, оқимыз, және де ол жақтан біз арнайы қонақтар шақырамыз біздің команданы дамыту үшін. Жалпы біздің компания ерекшелігі негізі жүйеде ғой. Постоянно біз оқып отырамыз. 255 сағат біз обучение білім саламыз. Сол үшін біз қонақ үйге оказывается жылына 10 миллион мен 16 миллион арасында шығын болады екен жылына қонақтарға. Өйткені ол жақтан оқу үшін біз шақырамыз, командамызды оқытамыз, постоянно обучение. Конференциал жалдайсыңдар. Конференциал жалдаймыз. Ол үшін бос емес болып қалады. Сол себепті заодно біз өзіміз қонақ үйіміз қазір аштық. Бізге шығынды үнемдедік. Екінші конференц залымыз бар. Компанияның мүшелеріне, сотрудниктерге. Үшінші өзіміздің кәсіпкерлерге болсын. Алматы қаласын, Шымкент қаласын, яғни әр бауырымыз білмеген несін білсін, үйренсін деген ниетпен осындай керемет конференц залды ашып қойдық. Және де World Class әлемдік жаттығу залы ашылғаннан кейін бұл қонақ үй бұған дәлме-дәл келіп тұр ғой. Қонақ үй алдың, World Class-қа жолдама алдың деген сияқты. Тегін ғой, мысалы 15 мың теңгеден қонақ үй аласың, былай айтқанда бассейнге, неге саунаға барасың. Я думаю, это копейки. Және тұрақты керемет бір пайдалардың бірі. Енді мектепке жүреміз ба? Мектепке жүрейік. Енді World Class әлемдік жаттығу залдардың бірі деп отырсың ғой. Екі сегменттен, да? Мынау бізде жалпы негізі 3 сегмент бар. World Class-та ең бірінші черный дейді, яғни қара, ол ең жоғары деңгей. Екінші бізде красный, қызыл, яғни World Class премиум. Үшінші бізде World Class light, яғни жасыл түсі. Бұл бізде средний сегментте, яғни үшінші дәреже. Орта емес, үшінші дәреже. Көрейік онда. Былай қарап жүріңіздер. Негізі арнайы турникеттер бар. Кірмеу керек болғанбыз, бірақ кіретін болдық енді. Қараңыздар, бұл жерде World Class light болғанымен, яғни бизнес сегментте төмен сегмент болғанымен бізде VIP раздевалкамыз бар. Яғни бұл жерде бізде бассейніміз полуолимпийский. Яғни көптеген World Class light-тарда бассейн жоқ. Бірақ бұл жерде біз бассейн қостық. Бассейн өзі өте ерекше, арнайы бағанадай тазалықпен жасаймыз полностью. Және оборудованиесін тоже бұл жерге өте жақсы оборудование қойдық. Жүріңіздер, былай тамашаласаңыздар болады. Так, неше квадрат? Жалпы негізі общий біздің ғимаратымыз 5000 квадрат. 5000 квадрат. Мынау біздің тренажерзал 800 квадрат. 800 квадрат метрге берілді. Оборудованың бәрі бізде прекор полностью. Бұл жерде табыс көзі абонемент сатудан ғой негізі? Абонемент, персональный тренировкадан, бардан полностью. Основной абонемент. Спорт тағамдары да ғой? Спорт тағамдары тоже бар, иә. Бізден оборудование көрсеңіздер отқандай. Мына бір оборудование неше уақыт жұмыс істеп береді? Негізі біз бұл жерде именно жақсы оборудованияларды қойдық. Кем дегенде 10 жыл ғой.
мынау жұмыс істеп беру керек па? иә кем деген 10 жыл жұмыс жасап беру керек. мына біреудің бағасы қанша? Біреу мынау средний бір мынау средний сегментінде бір $10,000 $10-15 тұрады. Теңгемен 4-5 миллион сондай. Біреу, бірақ 10 жыл гарантиясы бар жұмыс. Гарантия 10 жыл бермейді. 2 жыл 3 жыл гарантия береді. Мысалы әр компания әртүрлі. Бұл енді More Fitness деген компания, біз M-Fitness, олар 25 жыл нарықта жүр. Сол себепті біз олармен на доверие жұмыс жасаймыз. Даже ол кісілер бізге карантин кезде біз ашылып жатқан кезде өте көп қиындықтар болды. Материалға көптен қаражат кетті. Оборудование кейбіреу кешіксе де басқа оборудование қойып, уақытша біз ашылып алу үшін одан кейін қайтадан ауыстырды. Не келгеннен кейін, жаңасы келгеннен кейін. Енді фитнестер негізі шынымен қызық қой, қалай табыс табады деген. Яғни мынаны 2-3 жыл өздері кепілдік береді, одан кейін өзің қызметін жасап майлап отырсаң 10 жылға дейін бара ма? Иә, негізі барады. 10 жылға дейін барады. Қазір мына жерге неше жыл болды? Мына жерге бізге 2 жылдан астам уақыт болды. Ауысқандар бар ма? Бұзылғандар? Әлі ешқандай, тұр. Егер дұрыс кейбірге беті бірақтар болып қалады, мелочтар болып қалады, ол аса не емес. Немесе кожалар жыртылып қалуы мүмкін, ол енді аса не емес. Фитнесте жалпы жаттығатын мынандай құралдар неше түрі бар? Ассортимент. Қазір осы жерде ма? Жалпы негізі. Жалпы өте көп. Ол мен былай айтамын. Осы жерде? Осы жерде бізде бір средний именно мына жерде бір 50-ден астам ойдың. Ең керекті дегендері? Ең керекті бұл жерде өзі арнайы зонирин жасайды. То есть адамның мына жүруі өте маңызды болу керек. Мынаған тиіп кетпеу керек. И одан кейін сіздер байқасаңыздар, кірген кезде бізде кардио зона дейді. Яғни беговой дорожканы қойдық. Өйткені именно сататын жер адам бірінші кірген кезде беговой дорожкаға қарайды. Көптігіне. Кезек болған керек. Кезек болған. И біз көптігіне арна бірінші беговой дорожканы қойдық. Одан кейін бұл жерде сіз қараңыз, тренажердан бөлек, ол екен ең маңызды рөл ойнайтын фитнеске вытяжка. Вытяжка, кондиционирование. Сіздің патологыңыз бірінші 3-7 метрден жоғары болу керек. Пространство болу керек. И вытяжка обязательно болу керек, кондиционер. Шынымен вытяжкасы келмейді ғой ешкім. Ауа алмастырмаса. Қазір мына жердің өзінде пиджакпен жүр, вроде нормально. Бассейнді көре аламыз ба? Иә, бассейн төменде, мына жақта групповой занятие бар. Барымыз бар бұл жерде полностью. Ар жақта бізде не бар? Групповой занятие бар, мына бәрі. Бізде линейка бар. Жақта қараңыздар. Бізде керемет. Осындай, қаншама линейка қараңыздаршы бізде. Мына жерде де қосымша бір нелер өтеді ғой? Иә, бізде бұл жерде 2 сабақ өтеді. Яғни йога, антигравити йога, кардио. Бұл сайкл дейді, арнайы адамны выносливостьке жұмыс жасайды. Яғни мысалы әйелдер азу керек болса, арнайы сайклға барып күшті бір нәтиже шығарса болады. Андай бір тренермен жаттығу жасап жатады ғой. Ол міндетті түрде бізде бар. Келелер шығар. 25-тен астам групповой занятие бар. Мына жерде? Мына жерде. Бізде арнайы бұл жерде астында қазір түссеңіз бассейннен бөлек бізде неміз бар. Арнайы рингті әкелдік Ресейден, профессиональный ринг. Еще ринг бойынша біз өте қызық. Бізде мектебімізде Бекзат Саттархановта рингі тұр. Біз арнайы оны алдырттық. Одан бөлек Нұрсатымызда тоже ринг тұр. Мына жақта тоже ринг тұр. То есть біз барлық жағдайды жасағанбыз. Эмоциясын шығарамыз деп төбелеседі. Конечно. Мынау йоганікі ме? Антигравити, гамак дейді бұны. Антигравити йога тоже сапалы, әр жерден шетелден алдыртамыз максимально. И біздің негізі компаниялардың несі біздің компанияда негізі міндетті түрде арнайы ережелерді ұстауға шақырамыз. Клиент болсын, команда болсын толықтай. Өйткені бұл жерде даже кейбір клиенттер өз үйлері сияқты қатты не ұстайды, аккуратно ұстайды. Және бәрі қазақша екен. Иә, қазақша міндетті түрде. Өйткені біз былай айтқанда Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз, поэтому қазақ тілде барлығына, даже бізде енді намазханамыз бар. Намазхана бар, World Class'та ма? Так, ереже. Құрметті клуб мүшелеріне арнайы тоже қазақша міндетті түрде жазамыз. Мынандай керемет не бар? Групповой занятие, арнайы бойцовский клуб. Бұл жерде біз Алаш Прайд ұжымымен тоже жұмыс жасаймыз. Алейкум ассалам, біздің тренерлар. Ұлан, Бекзат. Арнайы профессионал деңгейде тренерлар біздің участниктерді, біздің клиенттерді, яғни шұғылдандырады толықтай. Мына барлығы заказбен алдыртқан. Индивидуальный заказбен істеген. Бұл да жаңа жаттығуға абонемент алған адамға кіреді ғой бұл залдарда, иә? Ерекшелік сол ғой. Азанға сағат мысалы 6-дан бастап, түнгі сағат 10-11-ге дейін займас етеді. Бұл жерде бокс та бар шығар онда? Иә, бокс бар, арнайы групповой занятие бар. Арнайы оборудование тұр, барлығы. Көре берсеңіз болады. Арнайы ар жақта ринг бар, ар жақта тоже не. Салам алейкум. Ар жақта бізде ринг бар. Жаңа сырттан алдыртып деген ба? Жоқ, бұны біз индивидуальный заказ бергенбіз. Индивидуальный заказ беріп, алдыртқанбыз ғой. Мына жердің өзіне 20 миллион кетті ғой. Нақа ма?
Мына жердің өзіне шетелден 20 миллион астам ақша кетті. Өйткені индивидуальный заказбен болды. Арнайы ринг бар, мынау бар. Ағайындар біз қарымыз ашып кетті, ренжімеңіздер, снекерс жеп жатыр, чтобы сіздерге максимально. Бірақ мыналарда ұзақ жұмыс істеп беретін шығар енді. Енді Бекзат қанша жыл жұмыс жасайды примерно? Бұны алғанымызға 3 жыл болды. Бұл примерно 10 жылдан көпке не алады. Жұмыс істеп бере ма? Жұмыс істеп береді одан көпке. Неге дегенде кожа, бұл фирменный заводтан Alphafit деген неден заказ берген сиски. Бұл пространский мешок. Андай любительский қолдан тігілген емес, заводтан тігілген жақсы мықты мешок. 10 жыл. 10 жылдан көпке шыдайды. Өте әдемі. Қош, рахмет Бекзат. Осылай, біздің красавчик командамыз бар. Ұзындығы қанша ма? 25. 25 метр ма? 25 метр. Олимпийский деген осы ма? Қол олимпийский, 25-15. Шымкентте бұндай қанша бар? Өте аз. Именно бассейн бар, фитнес бар. Осында бассейн. Именно осындай бассейн бір 3-4. Жарыстарда болады шығар онда осы жерде. Иә. Олар жарыс болады, жарыс жасаймыз ба? Мына бассейнге, қонақ үйге бөлме алған адам мына бассейнге салады ғой. Иә. Сәверіңіз балаке кешкісін. Кіріп па? Иә. Так, бұл жерде хамам бар бізде. Мысалы, WordCast Lite'да көбісі бассейн жоқ. Тағы да айтайын, бұл жерде бассейн бар. VIP раздевалка бар бізде, хамам бар. И бассейн 25-15 өте ыңғайлы. Температура судыңғы 27-28. Яғни ол деген нәрсе адамның жүрегіне зиян емес. 27-28 температура ол идеально келеді. Судығы? Я судың еще біз бұл жерге арнайы клиник бізде фитнесте 24 сағат жұмыс жасайды. 24-7. Тазалыққа ма? Тазалыққа. И бассейнде де міндетті арнайы оборудование таза отырады. Яғни бізде кристаллический су таза деп айтады. Тереңдігі қанша? Тереңдігі бізде әртүрлі, мысалы 1,5-на 1,8, 1,9-дан кетеді. Расстояние байланысты. Жоқ енді кіреберістен ақ байқалып тұр негізі тазалығы. Иә. Тазалықты мына жақтан ақ байқасаңыздар болады міне. Ағылып төгіліп жатқан. Қараңыздар, фитнестің несі клиник көрінбеу керек, бірақ таза болу керек та. Біздің ережесі ме? Ережесі. Біз клиниктерді максимально көрсетпеуге тырысамыз, бірақ то есть клиник деген адамдарды, но тем не менее таза болған қалаймыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Мына жерде жаңа өзі айтқан көлік жуатын жер. Иә, автомойка, бұрын Монако болған, қазір Граф. Мына ғимарат Медикер клиникасы. неше қабат бұл? Бұл бізде 5 қабатта. Былайынан қарасаңыздар болады. Мына территорияның бәрі осы кісілердікі екен. Медикер. Дора деп тұр осында, бұнда? Иә, Дора, Медикер. Мына ғимаратта өздеріңдікі. Иә, біздің тоже. Төбесінде не бар қазір? Бұл жерде екінші этаж мейрамхана, кафе, үшінші этаж Sub-Zero деген компьютер клуб. Лаунж бар, компьютер клуб осы ғимаратта ішінде. Бірінші қабатта бізде мойка, осы жерде қазір біздің команданың мүшесі, біздің шопырымыз, одан кейін нағашымыз екеуі бірігіп жұмыс жасап жатыр. Шопырың осы жерде серіктес пе сонда? Иә, осы мойканы сол кісіге тапсырдық. Бізде текучий кадр өте аз, текучка деген жұмыс адамдар өте аз шығады. Біз оларға былай айтқанда қолдау, поддержка береміз. Өзіміздің бауыр сияқты болып кеткен енді бұл кісі. Солай сыйлаймыз, жақсы көреміз. Компьютер клуб? Иә, компьютер клуб. Иә, өздеріміз. Мынау бізде жаңағы? Бізде бұл жерде фитнес клуб, WordCast, премиум сегменті. Бағана айтқандай. Так, бұл жерде бізде 3400 квадрат, бассейн бар, хамам, джакузи және детский бассейн бар. Мынау жаңа премиум сегмент қой? Бұл премиум сегмент. Бұл жерде VIP зонаға арнайы парковка бар. Мына VIP парковкаге умный шлагбауммен ашылады. Және де мына клиенттердің автокөліктің машиналары барлығы. Бізде премиум сегментте. Бұл жерде оборудование бізде тоже премиальная линейка, Техноджим қолданады. Бұл Техноджим деген итальянский бренд. Толықтай. Бұл қазір таңда біз Нұрсат мөлтек ауданында орналасып тұр. 3400 квадрат. Мынау ғимаратты жалға емес қой, өзі? Бұл жалға емес, өзіміз соққанбыз, через даму, бағана айтқандай. Поэтому қараңыз, мынандай нәрсе бар да. Бұл проект бастайтын кезде де бізде аз тұрған ақша болған жоқ та, $500, $100 деген сияқты. Мен всегда адамдарға айтамын, өзімнің бағана трансформация курсында да, немесе телеграмда да әрқашан айтамын. Деньги приходит под проект. Яғни ең бірінші адамға идея керек та. Екінші команда, үшінші инвестиция. Бірінші ақша емес па? Бірінші ақша емес. Ол өте дұрыс емес ұғым деп ойлаймын. Сол себепті деньги приходит под проект деген, мынандай здание немесе естеріңізде болсыншы, бір машина алатын кезде бір желание болады ғой, ақша табасың ғой. Немесе үйді соғып жатасың, ақша келіп жатады. Ана материал төлеу керек. Яғни сен ол нәрсені былай айтқанда жұмыс жасайсың. Тура сол сияқты WordCast фитнес клубында да деньги приходит под проект дейді. Аллаға шүкір, Аллахтың қалауымен бастадық, істедік, Аллах тағала өзі жеткізді. Кім келісті мен бар? Ең бірінші келіскен кезде мен өге 23 жасымдамын. Орысша мүлдем білмеймін, аяқтың бәрі кір-кір. Қайда бардың? Мәскеуге барып, ол кісімен келісіп, сөйлесіп, келіссіз өздерің жүргіздіңдер? Иә, өзіміз жүргіздік. Ең бірінші негізі бұл жерде ГЧП проекті болу керек болған. ГЧП деген государственный частный предприятие, яғни балабақша.
біз некі нелермен дұрыс емес тапсырып ұтылып қалдық. Сөйтіп әкем ойлады, енді бізде жер болды, мүмкін мейрамхана жасаймыз деген сияқты. Былай айтқанда негізі бұл проектке көптеген адам сомнение болды. Үйімдегілер де, әкем де бүйтіп ойланды. Болмай ма, орыстармен қалай жұмыс жасаймыз деген сияқты. Бірақ в итоге біз зерттей келе, олармен сөз ара сөйлесе келе, ең еще орыстар маған айтты да, сен дейді MBA оқығансың ба дейді. Сол жерде менің білім алғанымның плюсы болды ғой. Бағана бизнестегі масштаб, система бойынша өйткені 23 жасым, орысша білмесем де, өзіміздің курстан оқыған, бизнес хардкор, бизнес бастаудан әртүрлі оқыған курстарымызды сол жерге мен талқылап бердім. Бір тілде сөйлесе алдым десе? Бір тілде сөйлесе алдым. Сөйтіп ол кісілер бағанадай өйткені мынандай франшизаны мысалы ол еке беретін кезде партнерға обязательно қарайды. Яғни начинающий партнерларға бергісі келмейді, өйткені бренд жауып қалатын болса, яғни кім кінәлі? Франшиза кінәлі болып қалады. Түсіндіңіз ба? Сол себепті олар да тексереді, олар да сенімді адамға бергісі келеді. Сол себепті кез келген әлемдік компаниямен партнер боламын десеңіз де, біліміңізге, яғни инвестиция жасаңыз, біліміңізді дамытыңыз. Білімсіз болмайды. Бұл да бренд қой. Мен бағана не үшін жеке бренд дамытыңыз деп жатырмын. Өйткені WordCast ең бірінші біз клиенттер жинайтын кезде ең бірінші менің жақындағы адамдарым болған. Ең бірінші база кіреді. Бұл нәрсені ашпай жатып та біз 70% проект бітіргеннен кейін 30% қалған кезде біз алдын ала адамдарға предпродажа абонемент сатқанбыз. Еще біздің фитнес-клуб успешный болғандардың бірі. Өйткені жеке бренд деген тек қана Instagram емес қой, репутация. Менің жақын таныстарым, достарым, класстастарым, бауырларым осы фитнеске абонемент алған болатын. Өте әдемі. Енді бұл жерден қандай инсайт алдық? Кәсіп бастағанға бірінші ақша емес. Личный бренд болса, ашы супер. Кәсіп бастауға бұл жерде инсайт қандай? Бірінші идея ғой. Идея, екінші команда, үшінші инвестиция. Бастауға қорқпаңыздар. Деньги приходит под проект. Сіз бір нәрсе ниет еттіңіз бе? Действительно, шынайы қаладыңыз, Аллахтың қалауымен сізде ол нәрсе болуы мүмкін. Қалаңыздар, қалауды біліңіздер. Енді бұл жобаны шын былай көрсетіп кетеміз. Қазір бірақ ары қарай мектепке қарай жол жүрген. Өткен уақыт аз дейді. Енді мектеп саласына келді, құрметті көрермендер. Таныстырып кетсең. Аллахтың қалауымен осындай керемет мектеп ашқан болатынбыз. Аллаға мыңда бір шүкір. Қаламызға бұл өте керемет сыйлық деп ойлаймын. Жалпы біз бір кез келген жобаны ашатын кезде тек қана пайда емес, яғни өзіміздің мемлекетке қалаға пайда әкеліп нәрсе ашқымыз келеді. Көпшілігіне атын да сұрай бастайды. Неге Аужан дейді, неге КТЛ деген сияқты. Бірінші Аужан деген, кәдімгі іште тоже көрсетемін, бұл біздің арғы атамыз. Өте мықты тұлға болған, яғни мен бабам. Оны іште айтайық та? Іште айтамыз да? КТЛ не үшін? Өйткені көп тілді лицей. Мен өзім қазақ түрік лицеймін, оқыған. Сол себепті біздің түрік ағайындарымыз. КТЛ-ға қатысы жоқ қой? КТЛ-ға қатысы жоқ, бірақ жүйесі, тәрбиесі бар. Ешқандай жеке мектепте тәрбиеші жоқ. Көп деген, бізде тәрбиеші бар. Біз тәрбие мәніне көп мән береміз. Неше квадрат? 10.800. Қазір неше бала бар? 400-ден астам, 405 қазір. Неше ақша кетті? Так, бізге 2,5 миллиардтан плюс кетті. Осы жерге кеткен ақша ма? Неге КТЛ? Көпшілік сұрап жатады осыны. Неге КТЛ, неге Аужан деген сияқты. Бұл біздің акцентіміз, яғни көп тілді лицей. Біз тіл бағдарламасына қатты мән бергенбіз, және де қазақ тілі лицейі ма деп сұрап жатыр. Мен өзім қазақ тілі лицей түлегі болғаннан кейін ол жерде білемін, білімге ғана емес, тәрбие мәніне қатты мән береді. Біздің мұғалімдеріміз, біздің командамыз өте мықты болғаннан кейін тәрбие мәніне қатты көңіл бөлеміз. Көптеген жеке мектепте тәрбиешілер жоқ, және жатақхана жоқ. Ал бізде кез келген қаладан, ауылдан бізге жатақханамызға келіп оқыса да болады, және де тәрбие мәніне. Көп мектептер азан сағат 9-да келсе, біз азан сағат 8-де келеді. Яғни 1 сағат, одан көп біз тәрбие мәніне көп мән береміз. Түсінікті болды. Ассалаумағалейкум, Әлеке, қалайсыз? Жақсысыздар ма? Қалайсыздар? Ұлан Әлібек мырза, біздің мектебіміздің директоры. Бұл кісі білікті маманымыз, осындай керемет мектебіміз дағып жатыр. Биыл бірінші жыл әлі болған жоқ толығы? Осы 2024 қыркүйегінде бастадық. 2024 қыркүйегінде де? Қанша бала оқып жатыр? 405 бала оқып жатыр. Дәл қазір? Иә. Неде жатақханада балалар бар ма? Жатақханада балалар бар. Елді мекендерде қазір келіп жатыр. Жазылып жатыр. Түркістан облысынан, Қызылорда қаласынан. Неше балаға арналған? 1338 орын бар. Заключение бойынша.
қазіргі таңда енді 60 аудиториямыз бар, оқу аудиториясы бар, үйірме алаңдары бар, кеңейтілген лабораториялар бар, информатикадан, физикадан, химиядан, биологиядан, препарат. Мектеп саласында қанша жыл өзіңіз мұғалімдікте? Маған 11 жыл болыпты білім саласында. Біз өзіміз мынау Назарбаев мектебінен келдік, команда болып, осы жерде Назарбаев мектебінен, Қазақ-түрік лицейінен команда жинап жатырмыз. Басқа мектептерде істедіңіз ғой? Иә. Назарбаевта отырсыз, Қазақ-түрік лицейде отырсыз. Енді Әужан мектебімен салыстырғанда бір деңгейлесіз ба? Біздің мақсатымыз да миссиямыз да сол мектептермен терезесі тең мектеп болу, одан да мықты көрсеткіштерге жету. Келешекте халықаралық бағдарламаларды енгізу жоспарымызда бар. Ал былай мектептің өзін беріп отқаннан ешші Оқу бағдарламасы ма? оқу бағдарламасы болмаса условиясы дейді ғой. Аха. Кеп тұр ма барлық шарттарға? Біздің мектептің жағдайы жайлы мектептен де жоғары деңгейде. Өйткені бүкіл құрылыс салынып жатқан кезде оқушыға арналған кеңістік, оның жағдайы, оның жабдықтауы, лабораториясы, техникалардың барлығы толық стандартқа сай, тіптен одан да жоғары жабдықталды десем де болады. Кітапханасы, оқулықтары 100% қамтылған. Сізге үлкен рахмет. Онда біз тарихпен танысайық. Одан бөлек рахмет Әлібек мырза. Домбыраның өзін біз жаңадан алған болатынбыз. Арнайы тапсырыс беріп, Әлібек мырзалар, бұл кісілер біз көптеген мектептер бар ғой, олеке, яғни реконструкция жасап атады, немесе ремонт жасап атады, ғимарат сатып атады. Бұл мектептің ерекшелігі нөлден бастап көтерген ғой. Нөлден бастап көтеріліп соқтық, бір жылдың ішінде, ровно 19 жылда бастадық, 19 жылда аяқталып, ден открыт дверей болды, 19 жылда ашық есік күні болды. Асхат Абжан мырза келді. Және де бұл жерде Әлібек мырза және команда мүшелері мектептің ашылу салтанатына дейін осы неде мектепте көмек көрсетті. Бұл кісілерге көп рахмет. Яғни сатып алына салған жер емес, талғаммен о баста жоспармен. Өйткені баланың жүгіруі, жүруі, қалай сабақ алу керек, барлығы стандартқа сай. Қаншама айлар бойы әрбір квадрат тиімді болсын, пайдалы болсын, мазмұнды болсын деп қаншама мамандарды жалдап, дизайнерлер жалдап, проектировщиктер жалдап, сондай бір үлкен бір ілтипатпен сызылды, және де нөлден бастап сол душамен дейді ғой, сондаймен соғылды. Қазір мектеп салу керек екен деп, мемлекет ақша береді екен деп адамдар коробкалар салып тастап отыр ғой, байқап Иә, арендованный здание емес, бұл типтік мектептерден де тиімді планировка жасалған. Коробка көп қой қазір. Коробка енді олардың бәрі азайып жатыр қазір, конечно. Азайып жатыр ма? Жабылып жатыр. ДКСО деген орган бар, сапаны тексеретін. Мысалы, қаламызда сондай кішкентай мектептерді жауып жатыр. Шымкентте мектеп көп. Иә, келешек осындай заманауи мектептерде деп ойлаймын мен. Талапқа сай. Салынғаннан кейін Жатақханасы бар бұл мектептің, актив залы бар, 30 үйірме бар. Барлық стандарттарға сай. Бұл жерде оқу өте керемет. Және де өзіміздің валюта бар. ішкі ма? Ішкі валюта, Әужан валютасы бар. Балдар сол валютаны жинай келе бір сыйлықтар ұтып алады. Бағалар алу арқылы. Бағалар, бал арқылы. Кім сабақта белсенділік танытады, жақсы баға алады, бағамен қатар жаңа вознаграждение дейді ғой, соны береді. Балалар оны енді қаржылық сауаттылық ретінде оны 90-дар бойы жинап, жылдың соңында ең қымбат сыйлықтарды алуы мүмкін, немесе әр 90 сайын жаңа маркетке қатысып, өзінің қалаған заттарын дүкен ашамыз, одан да көп заттарымыз бар, солардан барып алады. Түсінікті байлармен. Тарихпен жүріңіздер. Рахмет Әлібек мырза. Тарихымыз логотиптер жақсы екен, әдемі екен. Біз айтып тұрмыз ғой, упаковкаға қатты мән береміз. КТЛ дегенді өзі бір маркетинг деп айта аламыз ба? КТЛ-дің өзі арнайы нейминг, маркетинг, то есть маркетинг қатты рөл ойнайды ғой, ол бизнесте. Бұл да мектеп болған кейін, яғни біз компания ұжым болған кейін бұл каждый детальына мән бердік. КТЛ өзі бір қарсылық көрсетпеді ме, не қойып алғансыңдар? Негізі ешқандай заңсыз емес, барлығы заңды. Қазақ-түрік лицей емес, тем более мен қазақ-түрік түлегі болған кейін, яғни ол кісілермен көп тілді лицей. Өйткені біз түрікше үйретеміз, қытайша үйретеміз, немісше, арабша үйретеміз, француз тілдерін үйретеміз. Неге Әужан? Неге Әужан? Әшірұлы Әужан бабамыз, ол кісі өте мықты тұлға болған, заманында өте мықты кәсіпкер болған. Яғни қарасаңыз, мысалы, сіздердің аталарыңыз ба? Иә, біздің менің арғы атам, яғни бабам. Бабам ең историясы өте көп, бұл кісі туралы кітаптар бар. Бұл кісіге арнайы жолдар берген. Арыста газ жолымыз бар, Шымкент қаласы жол бар. Және де ең қызығы 29 жасында болыс болған бұл кісі. Және де өте мықты кәсіпкер, мықты бай болған бұл кісі. 25 мың ірі қара малы болған бұл кісінің. Ақша намазынан таң намазына дейін команда санап үлгермей ғой. Еще бұл кісінің өзі историясы көп бар. Бір история айтып өтейін сізге.
бұл кісі Ташкенттен 2 түйе алтын алып келе жатады ғой. 2 түйе алтын, түйе жамай кетеді. Сол кезде түйенің алтындағы түйе шашағаннан кейін командамен алтынды жерге көмеді. Сол замандарда ғой, онысы. Көмеді, и бір жылдан кейін атам, яғни әкемнің әкесі бірге бәрі іздеп көргенде алтын таппай қалды. Қайта іздейді, таппайды алтынды. Сол кезде бұл кісінің айтуы, мен атама алтынды жерден іздемеңдер. Алтынды біздің қалдырған іздемеңдер, алтынды мидан іздеңдер деген. Білімнен. Әкесі баласы алтын іздеп кеткен ба сонда? Айтқан ғой, енді атам 14 жаста болған ол кезде. Айтқан ғой, енді алтынды табайық бүйтейік. Даже мен әкем де айтқаным ба, айтқанда. Алтынды іздейік деп па? Иә, 2 түйе алтын деген қаншама ақша ол айтқан негізі. Но бұл жерде инсайт қандай? Алтынды өздеріңнен іздеңдер. Алтынды өздерің табыңдар деген. Еңбектеңдер деген. Қолмен жұмыс жасап деген сияқты. Алтынды жерден емес, мидан іздеңдер. Мидан іздеңдер деген. Сол себепті осындай өте керемет тұлға болған. Бұл кісі ату жазасында неге Қазақстанда 2 адам тірі қалған. Олардың бірі осы біздің атамыз, бабамыз Әужан болыс. Және де бұл кісі мықты кәсіпкер болғаны 7-ші нені теплица болады ғой енді еккен кезде 7-шісін әрқашан жетімдерге, жесірлерге көмектесетін болады. Әрқашан өте қарапайым болған, мықты кәсіпкер болса да кез келген адаммен қарапайым тілде сөйлесе алған. Сондай өте ерекше жан. Сол себепті осындай кісі бізге мотивация болған кейін, бұл мектебіміз мотивация болған кейін, осындай мықты тұлғалар болсын, мықты азаматтар шықсын деген ниетімізбен осындай керемет мектепті елімізге сыйладық. Өте әдемі. Енді осы жерде бір сұрақ. Енді Тұран өзің жайлы. Мысалы жаңа атаң көрсетіп отырсың ғой, мықты кәсіпкер болған деп. Яғни кәсіпкерлер тұқымынан келесің ба? Текті ұрпақ деп не дейді бізден? Иә, Әужан болыс бабамыз өте мықты тұлға болған кезінде Аллаға мыңда бір шүкір. Текті отбасынан текті неден шықты деп айтсам болатын шығар. Бірақ көбісі мынандай да ұғым айтады да. Бұл кісі байдың баласы ғой, әкесінен Тұран ғой деген сияқты. Бірақ бұл әр адамның өзінің ойы шығар деп ойлаймын. Әр адам өз убеждениесі бар. Ол нәрсе сіздің дамуыңызға кедергі білдірмеу керек. Түсінесіз ба? Бізде мен айтпаймын, өте төмен отбасы ондай емес. Бірінші Аллаға, екінші әке-шешеме әрқашан шүкір етіп, әрқашан рахмет айтамын. Бізде магазинде, бізде кәсіптер болды, бізде үй болды. Бірақ системный бізде рост, когда WordCast пен фитнес-клубпен дамыған кезде. Толықтай. Сол себепті біз бұл кәсіптермен қалай управлять ететін деп көп сұрайды. Көпшілік біз кәсіптерді удаленкеге бергенбіз, яғни аутсорсингке. Кейбіреуіне өз бауырларымыз көмектеседі. Яғни отбасымызбен басқарып отырамыз толықтай. Сол себепті бұл жерде бұл кәсіптер барлығы біз өзіміз отбасы түрде басқарамыз. Әрине ұстауға ми керек қой, оның направление 12 түрлі кәсіп, 13 түрлі кәсіп. Бірақ ол нәрсенің бәрі сіздердің дамуыңызға кедергі бермесін не үшін айтып жатырмын? Өйткені мына балада оңай, мына балада басау деп айтады, бірақтан да былай айтқанда ол дамуға кедергісін тигізбеу керек та. Мен өзім әрқашан дамып отырмын. Қазір Алматы қаласында да челлендж бастап өзім нөлден ашып отырмын. Одан бөлек ең соңғы обучениелерде Аяз Шабудиновтен обучение алдым 15 миллион теңгеге. Одан кейін личный бренд бойынша да обучение алдым 10 миллион. То есть ол нәрсенің бәрі біздің компанияға плюсын өте көп алып кетті. Енді жеке бренд қандай пайда тигізді мына мектепке? Именно мектепке алатын болсақ өте көп плюсын тигізді. Жеке бренд арқылы 2,5 айда біз 500-ге жуық бала, яғни осы мектепке жазылды. Бірінші жылы ол рекордная продажа, рекордный жинау. Мектептердің ішінде? Жеке мектептер арасы. Өткен бірінші жыл осыншама адамды жинау, ол деген біздің компанияның абыройы және біздің репутацияны білдіреді. Ол енді жеке бренд деген Инстаграм арқылы ғой, дұрыс па? Иә. Инстаграм арқылы, яғни арнайы мен өзімнің трансформация курсым болды. Сол жерде оқыған адамдар, яғни бала шағасын әкеліп бұл жерге берді тоже. Репутация ғой. Және де директорды дедіңе жаңағы кісі. Иә, қараңыздар, ең қызығы біздің Әлібек мырза, ол кісіге рахмет. Ол кісі біздің осы проектті жасап жатқан кезде Инстаграм парақшасын көріп, таке сіздерде вакансия бар ма деп, жеке бренд арқасында біздің директорымыз жұмысқа келді. Яғни мұғалімдердің бәрі жеке брендке келіп айта аламыз ғой? Барлығы деп айта алмаймын, бірақ бірнешеуі. Яғни директорымыз бар, одан бөлек командалар осына келген. Енді оқушылар да жеке брендтен келді. Оқушылар да маркетинг арқылы және жеке бренд арқылы. Қандай маркетинг қолданып отырсыңдар? Біз әртүрлі маркетинг қолдандық, яғни бұл жерде тоже сіздерге инсайтты бөлісіп кетейін, пайдалы болар да. Біз адамдарға 19 шілде біз ремонт стройканы бастадық. 19 шілде біз аяқтаған кезде ашық есік күнінде біз ең бірінші Асхат Абжанов мырзаны шақырдық. Яғни біз арнайы экспертті шақырып, бірнеше ата-ана шақырып, оқушылар шақырып, біз олимпиада жасадық. Яғни ең бірінші біз құндылықпен көрсеттік. Адам бұл мектепті көрмей жатып, жай ғана мектепте ойлауы мүмкін. Бірақ ішінен көрген кезде құндылығын көреді. Сөйтіп танысты. Яғни осы маркетинг инструмент қолдандық. Яғни арнайы лид магнит трифайр формулаларын қолдандық. Түсінікті. Мынау? Так, бізде бұл бастауыш па? Нажақ пустой да? Иә, бұл. Биде жүр.
бұл старший класстың блокерлері, ал младший класстар класстың қасына қойып қойды. Балалар ары бері жүрмесін деп. Қай классқа дейін оқытасыздар? 0 сыныптан бастап 11-ге дейін. 11-ге дейін. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Бізде мектебімізде лифт бар, Олеке. Сол түсіре салайық лифтті. Неше қабат еді? Біздің мектебімізде өте ерекше плюс бар. Арнайы лифт бар. Мұғалімдер ғана қолдана ма? Жоқ, қонақтар келген кезде басқа да адамдар қолданады. Бастауыш сынып, Бастауыш. Қазір балалар кружокқа барып жатыр. Түстен кейін активитилер өте көп. Бастауыштар 4 кружок таңдауға мүмкіндігі бар. Түстен кейін 4 кружок. Қандай? Екеуі спорт бағытта, екеуі қызығушылық жағына өнер бағытында. Өнер бағытында, эстетика бағытында. Интерактивный тақта. Әр класс интерактивті тақтамен жабдықталған, видео бақылау жүйесімен жабдықталған. Видео бақылау 40 күн сақталады. Кез келген жағдайда көтеріп қарауға болады. Бастауыш сыныптар 2 орындық партамен жабдықталды, арнайы ортопедиялық орындықтармен жабдықталған. Орындықтар қараңыздар өте ыңғайлы. Біздің кезімізде бұндай орындықтар болмады, бірақ қазір вообще супер. И біз максимально оқушы саны әр сыныпқа 24-тен аспайды, Әлеке? Аспайды. 30 кетпейді дейсіз ғой. 30 кетпейді. 35, 40 деп біздің кезіміздегідей болмайды да. Екі не ме? Бір ауысымды мектеп. Толық күнді мектеп. Түске дейін сабақ, түстен кейін активитилар, кружоктар, үйірмелер. Ішкі жарықта түстерді әдемі қойылған екен. Иә, өте арнайы стандарттарға сай, арнайы біздің команда, дизайнерлер барлығын жұмыс жасады. Барлығын заказ беріп, бәрін нөлден, барлығы жаңа ақпараттар қолданып. Не, тілдер бойынша айтып өтсеңізші? Иә, тілдер бойынша бізде лицейдің ерекшелігі 5-ші сыныптан бастап ағылшын тілінен бөлек екінші шет тілі жобасы бар таңдау бойынша. Яғни 5-ші сыныптан бастап мектеп бітіргенге дейін шетелге оқуға түссе, сол елдің тілін 5 жылда алып үлгереді. Неміс тілі, француз тілі, Қытай, түрік, араб тілдері қазір жұмыс жасап жатыр. Қаланың ең белсенді мұғалімдері қазір сабақ беріп жатыр. Осы жерде келіп береді. Аптасына 2 рет, 3 рет болып жатыр. Тілді қарасаңызшы, Олеке, кешірім сұраймын. Неге біз тілді бағыт қалдық? Ең бірінші тіл ол адамның үлкен мүмкіндіктерін ашады. Шетелге баруға, білім алуға, одан бөлек ол кәсіпкер болуға да өте үлкен плюсы ғой. Бизнес-мектеп деген сөзді көрдім мен жаңа. Иә, қазір көрсетем. Тілді не үшін? Өйткені тіл адамды жаңа тіл білген кезде адам орыс тілі, түрік тілі адамды сабырлыққа шақыртады. Байқасаңыз, көп тілді білетін адамдар өте сабырлы. Сол себепті ол доказано, яғни мировой стандарт статистикаға алған кезде басқа тілде сөйлейтін адам, мықты білімді адам өте сабырлы адам болып келеді. Сол тілді үйренген үшін ғой мінезі болғаннан кейін. Мүмкін. Бір тіл, бір адам, екі тіл, екі адам дейді ғой. Ағылшын тілін білу қазір тым аз. Көп оқушылар, студенттер, мысалы Германияға немесе Қытайға барған кезде сол елдің тілдеріне қиналып қалып жатыр. Оған әбден көзіміз жетті. Неге бала кезде бала ақпаратты тез қабылдайды, тілді тез үйренеді? 5-ші класстан кейін бірақ, 5-ші класстан кейін. 13 жастан кейін ғой? Иә. Негізі 13 жасқа дейін өз тілін меңгерсін дейді. Иә. 11-12 жастан бастап қой, 11-12 жастан бастап. Бастауыш қанша не болып тұр бала? Қазір 180 бала бастауыш. Мынау әр қабатта бізде мұғалімдер бөлмесі бар. Үзілісте мұғалімдер өздерінің материалдарын даярлап, кішігірім чай ішіп алуға осындай арнайы бөлмелерді, демалу бөлмелерін жасадық. Балаларға мынау коридор, рекреациялардың барынша кең қылып жасадық. Әр оқушынікі жеке-жеке ғой? Әр оқушыда карточка болады, нумерациясымен, өзінің номерімен келіп, заттарын қойып, аяқ киімін ауыстырып, қыс мезгілінде таза аяқ киімін іште жүреді. Ақша бойынша сұрақ қояйықшы, ата-ана қанша төлейді? Ата-ана 125 мың теңге төлейді. Ол ақыға оқу бағдарламасы, екінші шет тілі, 2 бағыттағы 3-4 үйірме, 3 мезгіл тамақ. Айына ғой? Айына кіреді. Және де осы сағат 5-ке дейін үй жұмысын мұғалімдердің көмегімен орындап кетеді. Мектеп қабырғасында. Аужан КТЛ-дің басты миссиясы елді, халықты ағарту. Пайда табу емес, біздің басты құндылығымыз да, командамыздың, басшымыздың да елді ағарту. Мектептің сыртымен ішінен көрініп тұр да, негізі. Егер бұны кәсіп үшін ашқан адам болса, көп адамдар сияқты. Экономда бар. Онда біз бір коробкаға келер едік. Ол коробканы мен көбін көрдім. Әсіресе Шымкентте көп шығар. Шымкентте жеке мектептен проблема жоқ. Қазір коробка мектептермен күрес басталды. Басталу керек, өйткені ішкі түсінің өзі сәйкес келмейді ғой баланың психологиясына. Былтырғы жылдың өзінде 3 мектеп жабылды, 6 мектеп қатемен жұмыс жасауға 6 айға мүмкіндік берілді. Өйткені мемлекет ақша беріп жатыр екен деп көп салып кетті.
иә кез келген жер мектеп бола бастады. бұл жерде Бұл жерде бала оқыта бастады бұлар қалып. иә өте дұрыс айтасыз. Қараңыз, біздің мектебіміз өте үлкен, ол өте ыңғайлы. Білім алуында ғана емес, адамның жүру, оқушылар жүру керек, жүгіру керек қой. Біз өзіміздің арнайы теплицамыз бар. Одан бөлек 30 үйірме бар. Одан бөлек қарасаңызшы, біздің балалар орыс класс фитнес клубына бассейнге де бара алады. Яғни арнайы жүзуден сертификаттар алады. Жүзуді оқыған үшін. Конечно. Ондай бізде өте керемет жағдай деп ойлаймын мен. Орыс классы барынша әдемі қолданып отыр екенсіздер. Иә, барынша. Барынша. Иә. Саламатсыздар ма? сабақтарын өтіп жатыр. Дәретхананы көрсе болады ма? Иә. Әр блокта өзінің әжетхана блогы бар. Елдер Саламатсыздар. енді оны да шын манатта сападан аямадық. Санитарлық талаптарға сай қылып жасадық барынша. Мынандай шұңқыр туалеттер емес, кәдімгі Удобно, ыңғайлы. Ыңғайлы. унитаздардың барлығын сатып алдық. Ішіне кірмей ақ қойыңыздар. Істеп тұр ма? Иә, бар. Компанияда және де кез келген ұжымда сервис өте жоғары деңгейде жұмыс жасау керек деп ойлаймыз. Тем более клиник. Біз клиникке қатты мән береміз. Бұл жерде де болса, иә, мектепте тазалау өте қиын, но тем не менее стараемыз. Стараемыз. Даламыз ана. Даламыздың обзоры 3-ші қабаттан жақсы көрінеді, қазір оны көрсетеміз. 2-ші қабат бізде жоғары сыныптарға арналған. 5 пен 11-лер осы жерде әртүрлі кабинеттерге жабдықталып жасалып жатыр. Жүріңіздер қарап шығайық. Формасы бар, иә, санузелдер мысалы тоже бұл блокта бар. Әр кабинеттің оформлениясын әртүрлі тұлғалардың суреттерімен жасап шықтық. Жаңа өзіңіз көргендей маркердің доска, интерактивный доска барлығы осы жерде Саламатсыздар. типтік түрде жабдықталды. Саламатсыздар. Красавцар, мына жақта Мұхтар Әуезов. Әртүрлі Жамбыл тематика. жабайық болған ол жақта, Иә. Жүріңіздер тағы. Камера кірген жоқ. Мұхтар Әуезов. Керемет. Бізде съемка болады. Барынша енді балалар білсін, тұлға танысын, қанатты сөздерін де жазып қойып жатырмыз. Жамбыл жабайық. Керемет. Қош келдіңіздер біздің мектебімізге. Алеке. Керемет жобамызға. Кітап көп тілді лицей деген, көп тілді үйренетін. Саламатсыздар, отыра беріңіздер. Саламатсыздар. Сабақ өтіп жатыр. Мағжан Жұмабаевтың ақыл сөздерімен жасап қойдық. Иә. Парталар барлығы стандартқа сай. Мынау орындықтар жоғары сыныптарға арналған орындықтар. Бастауышта жаңа байқағандарыңыздай басқаша еді. Мына жақта бізде мұғалімдер бөлмесі. Жарайды. Мына жақта бізде мұғалімдер бөлмесі. Біздің тәрбиеші кураторларымыз, ұстаздарымыз сабақтарына дайындалады, материалдарын даярлайды, компьютер жұмыстарын жасайды, балаларды қабылдайды. Әр қабатта осындай мұғалім бөлмелері бар. Ұлы тұлғалардың өлеңдері, жазбаларын барынша осы қабырғаларымызға берілеміз. Енді мынау басты орталығымыз көрсетейік. Әдеби орталық көрсетейік. Актив зал, спорт залы көрсетейік. Алейкум салам. Амандасады бәріне. Байқады, саламатсыздар. Көп мектепте жүгіріп өтеді. Мынау кітапханамызда тек қана кітапхана емес, ақын жазушылар, журналистер бас қосатын мекен болсын деп, әдеби орталық деп атап, осы Дулат Исабеков ағамызды көзі тірісінде құрметтеп, Шымкент қаласының әдеби орталықтың атын береміз деп Әлімхан Досбайұлы осындай шешімге келді басшылықпен бірге. Енді сол кісілер келіп, қазан айында лента қиып, жазушылар одағы келді, барлық жазушылармен, өкілдермен келіп, осыны салтанатты түрде ашып беріп кетті. Кітапхана емес қой? Кітапхана емес, бұл жерде кездесулер өтіп отырады, іс-шаралар. Мына жақта Дулат ағамыздың өмір баяны, олардың нақыл сөздері, мынау Гаухартас фильмі, қазақ фильмінің жарқын жұлдызы, қазақ фильмінің ең керемет әртістері Шәкен Аймановтан бастап, бәріміз жақсы көретін фильм осы Дулат ағамыздың шығармасы болып табылады. Мынау Аяшарып әртіс, мынау Бөрте пьесасын жазып, Дулат Исабеков
Еуропа деңгейінде де Европа аралап келді. Түркістан қаласынан басталды спектакліміз. Сөйтіп Евротурға барып келді. Саламатсың балалар? Бұл жерде әдеби орталықта біз кітапханамыз. Бұл жерде 6000-нан аса кітап қорына арналып жасалды. Қазір бізде керемет 4000-ға жуық кітап қоры бар. Әртүрлі жанрда, тіл жанрында әдебиет, балалар әдебиеті, шетелдік әдебиет, тарих, сонда энциклопедиялық жанрда кітаптарымыз жиналды. Балалар бос уақытында келіп, осы жерде кітап оқиды. Қараңыздар, тағы да бір нәрсе, бұл әдеби орталықта, камераның оператор көрсетсеңіз, «Разумный инвестор». Бұл кітап өте мықты кітап. Біз үйдегі өзіміздің оқыған кітаптарымызды, кәсіпкерлер оқыған кітаптарды бұл жерге де алып келдік. Онда ешқандай әдеби орталықта, ешқандай кітапханада жоқ. Сосын осындай мықты кітаптарды біздің мектебімізде қойып қойдық. Заманауи. Заманауи бағана. Мынау бөлім research зона дейді. Балалар отырып сабақтарын істейді, ноутбуктарын келіп әкеп жалғап, интернетке жалғап жасай береді. А мынау тыныш зона бізде кітап оқитын зонамыз. Мына жігіттеріміз мектебіміздің ең белсенді үздік оқитын жігіттер. Мектебіміздің президенті Нұрислам мырза және де өзін таныстырып жақсылап өт. Мектеп министрі. Мектеп парламенті бар, өзін басқару. Бұл кісілер өздерінің іс-шаралары жоспары бар. Февраль айында өте қанық іс-шараларымыз бар. Біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша февраль айы бізде шығармашылық пен жасампаздық айы керемет арт фестивальді ұйымдастырғалы тұрмыз. Құдай қаласа. Кісілер қай класс? 11-лер, біздер 5-тер, 6-лар. 11-ші класстар осында. Иә, 11-ші класстар. Президенттен министрі солаққа келгенде. Иә. Мына жақ жүріңіздер. Пәке, мына жаққа барайық. Спорт зал мен столовый көріп, мына жақта да не бар? Бізде мынау ғылыми блок деп аталады. Ғылыми блокта бізде информатика кабинеті, физика, химия, биология кабинеттері орналасқан. Бұл жерді ашып қарасақ, Бұл жерде бір әдемі атмосфера келді. иә, планетарий енді күн жүйесіндегі планетаның бәрін қолмен сурет салып, балалар осы планеталардың бәрін көріп отырсын деді. Мына жақ жабық екен. Саламатсыздар. Мысалы, мынау физика кабинеті. Қалайсыңдар, саламатсыздар? Мынау физика кабинеті. Бұны да арнайы мынау электр желісін жасап, мына жақта енді физика кабинет болғандықтан электр питание дейді ғой. Бәрін жалғап, анандай арнайы орындықтарды алып, жабдықтадық. Мына 70-ші бұйрық деген бар, сода не талап етіледі, барлығымен жабдықталып 100%. Лабораториялық жұмыстарды өткізуге физикадан. Бар ғой мына бөлмеде? Иә, препараторский бөлме бар, мына нелер бар. Не мынау? Физика керек. Измерительный наборлар ғой. Бүгін біз мектепте көрмеген заттар ғой? Иә. Уалейкум ассалам. Мынау бізде биология кабинеті. Бұл жерде де парталарымыз сумен және де электр желісімен жабдықталған. Бұл жақта да зертханалық наборлар түгелімен бар. Биология бөлмесі. Бұл жерде енді заттарымыз препараторскийді, микроскоптан бастап сынақ жасайтын элементтерге шейін бар. Дильна ұстаз бізде ең үздік ұстаз, жас маманымыз. Өте көп үміт күтеміз. Биология сабағы қызық өтеді шығар енді, біздегі емес. Иә, практикалық жұмыстар болғаннан кейін қазір қызық өтеді. Иә. Енді көктем шықса, біз даладағы зертханалық жұмыстарды жасаймыз. Тіптен тауға барып, сол жақтағы зерттеу жұмыстарын, выездной зерттеу жұмыстарын істеуге жоспарлап бар деп айтып кеттік. Олар қазір соғылып пештер дайындалып жатыр. Көктемде басталады ол жерде егу жұмыстары. Әлі пока неде тұр. Тура сол сияқты химия кабинетіміз. Бұл жерде енді химия кабинеті стандартқа сай жабдықталды. Вытяжной шкафтарымен, препараторский бөлмелермен, демонстрационный столмен,
көрнекі құралдармен тура сондай HPL составтағы жаңағы покрытиялармен жасалынды. Бұл жерде де енді дистиллятордан бастап бүкіл элементтерге үшін, химреактивтерге үшін әпердік. Бәрі бар, жабдықталған. Препараторский жаңағы лабораторный жұмыстар жасайтын заттар ғой. Олар қолданылады ше дейді? Сабақтың жоспарына байланысты ақырындап қолданып келе жатыр қазір. Бұл жер жаңа біздің атап кеткен екінші шет тіл жобасы ағылшын тілдер жүреді. Мысалы, мына Лондон кабинеті бізде халықаралық мұғалімдер жұмыс жасайды. Miss Kavita, our English teacher. Couple of words. We have guest. Mr. Ulan. Туран. Nice to see you. Nice to meet you. Лондон бөлмесі. Ол Лондон бөлмесі. Мектен не де жақсы екен, олар. Иә. Арнайы жеке-жеке отырады. Бірге емес, бағана бастаушыда бізде бірге еді. Анақта үлкендер жеке-жеке. Өте ыңғайлы. Сөмке қойған. Бұл трансформер болып 6 адам болып отыра береді, 4 адам болып отыра береді. Ақылдасам бізде жиналады. Иә. Өте ыңғайлы. Осындай керемет мектеп. Pleasure meeting you all. Thank you. Шынымен мектеп екен. Таза білім алатын. Мысалы, мынау салмастар. Guten Tag. Алик мырза, не естіп ма? Неміс тілі кабинеті, фрау Галина. Бізде сабақ өтіп жатыр. Қала бойынша ең білікті ұстазымыз. Неміс тілінен. Балалар неміс тіліне келіп қатысып жатыр. Қосымша ретінде жүреді ол? Иә, қосымша. Бұл Берлин кабинет. Әр елдің астанасымен атадық. Иә. Auf Wiedersehen. Саламатсыздар? İyi günler. Чингиз hocam. Бұл бізде түрік тілі ұстазы. Merhaba. Бұл Анкара кабинеті. Түрік тілі кабинеті. Түрік тілін балаларымыз оқып жатыр. Бір бала бірнеше тілде оқи ала ма? Қалай түрікті сіздерге? Таңдау бойынша тіл ауыстыру 90 біткен соң ғана рұқсат етіледі. Жалпы бір тілді ұстаңыздар деп соңына дейін тырысып жатырмыз. Түрік тілі, немісше, ағылшын тілі үйренемін десеңіздер, Ocean КПЛ-ге келіңіздер міндетті түрде. Мынау бізде араб тілі кабинеті. Саламатсыздар ма? Гүлиястас, қалыңыз қалай? Қыздарымыз араб тілін үйреніп жатыр, міне жазып жатыр. Гүлиястас бізде қаламыздағы ең білікті оқу құралдарына үлес қосқан осы араб тілі бойынша ұстазымыз, құрметті ұстазымыз. Қазір балаларымыз ақырындап арабша сөйлеп үйреніп келе жатыр. Бұл кабинет Абу-Даби кабинет. Абу-Даби? Қайдамыз десе Абу-Дабиден дейді. Бұл бізде Қытай тілі кабинеті. Бейжің кабинеті. Айсұлу Бауыржаны бізде Қытайда жұмыс істеп келген өзіміздің ең білікті құрметті ұстазымыз. Қытай тілін жетік меңгерген балаларымызға қазір қытайша сөйлесіп, уже интервью түсіріп жатыр. Қытай тілінде сұраныс көп сияқты? Иә, сұраныс көп, сағат өте көп. Айсұлу Бауыржаннан балалар өте қатты жақсы көреді. Рахмет. Рахмет. Мына А блоктың жаңағы 3-ші этажы. Бизнес мектебіміз осы блокта орналасқан. Мына мини залдарымыз. Ұлдар, қыздар раздевалкасы, киім ауыстыру бөлмесі. Ал мына жақта бізде спорт залымыз. Иә. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар. Керемет екен спорт залы. Өте керемет. Ең қызығы қазір спорт залдан, мен бағана айтқандай, Бекзат Саттарханов ағамыздың арнайы рингін төбеде жоғарыда алып келдік. Қазір көретін боласыздар, тамашалаңыздар. Қай жерде? Бұл спорт залдан бөлек бізде далада футбол ойнайтын полямыз бар. Ал ринг бізде төбеде тұр. Жүріңіздер, тамашалаңыздар. Саттархановтың несі дейсіздер ме? Рингі арнайы ол кісінің шұғылдаған рингі. Тапсырыспен алдырдыңдар ма? Арнайы оны тауып алдырдық. Бекзат тер төккен ринг Аужан КТЛ төрінде деп мақтанышпен білдік. Балаларымыз қазір өте активно занимация еткен соншалықты қазір 300 метр. Бала Бекзат осы жерде осы рингте осы арқандармен терісін сындырып кәдімгідей жаттыққан бала кездер. Бұл Түркістан қаласынан болған. Одан кейін Арыс қаласында болды. Арыс қаласында кәсіпкер ағаларымыз осы саланы қолдап жүрген. Бізге сыйға тарту етті. Өте керемет. Осындай мектебіміздің
әр несі өзінде бір историясы бар, тарихы бар, иә. Осындай рингіміз бар, мектебіміз өзі тарих қой, осындай керемет. Жоқ, мектеп дегеннен кейін мектеп ретінде қабылдай саласың ғой. Бірақ енді ішіне кіргеннен кейін шынымен таңғалатын, қошемет көрсетіп зат көп екен. Өте жоғарғы деңгейдегі мектептердің бірі деп айта аламын мен көрген. Ата-аналар үшін смотровой зона. Қауіпсіз болсын деп осы жерден қарап отырады. Бақылап отырады. Иә, мына шетелде байқасаңыздар, ана отырып көреді ғой бүйтіп, болмаса бала қарап отырады. Бұл жерде волейбол ойнай ма, баскетбол, не ойнаса да барын көре береді. Олимпиадалар болып жатады. Және біздің ерекшелігіміз ол екен. Жиналыстар болған кезде 90 сайын біздің мұғалімдер, Әлібек мырза барлығы әр ата-анамен мынандай журнал жасап, баланың плюс-минусын барлығы диагностика жасап тұрып айтады. Қай жермен жұмыс жасау керек, қандай яғни ерекшеліктері бар. Жоқ, спорт залдың өзі жоғарғы деңгейде екен. Анау халям-балям емес. Жүзіңіз актив зал көрейік. Мәжіліс зал, е? Так, жаға саласыз ба? Осында актив залымыз бар. Тоже орындықтар өте ыңғайлы. Ұйқы келмейтін не орындықтар. Керемет екен мына жақта, иә? Актив залымыз. Бұл жерде даже біз өзіміз кәсіпкерлермен кейде Әлібек мырзаға айтамыз, бос кәсіпкерлермен сабақ өтеміз. Жеке бренд бойынша, команда бойынша, инвестиция бойынша. Күні ертең сол инвестиция бойынша осы жерде сабақ өтеміз. Өте ыңғайлы. Өздеріңізге, оқушыларға да. Әдемі екен мәжіліс залдарыңызда. Арнайы мынау свободный форматта жасадық. Бұны ашып тастап, қыстыгүні елка жасадық. Немесе семинарлар өту керек болса, топтап орындықтарды еркін форматта ұстаздарды жайғастыра береміз. Әртүрлі форматта. Мынау не залдар? Бұл жақ А блоктың 4-ші этажы, стандартный типовой сыныптар ғой. Квадратура базар жоқ екен. Жүріңіз біздің асханамен жатақханаға түсейік. Асхана емес, біздің мейрамханамызға түсейік. Бізде мейрамхана, яғни арнайы біздің тамағымыз диеталық стандарттарға сай нағылады. Тамақтар тағайындалады. Қалайсыздар? Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Жақсысыздар ма? Ой, керемет болған. Саламатсыздар. музыка емес. Керемет. Ар жақта не студия ғой деймін? Студия. Студия. Балаларымыз арт фестивальға өзінің кружоктағы еңбектерін көрсетуге әбден дайындалып жатыр. Шыңғы машинаны үйренеді сонда? Иә, бәрі балдар үшін. Ине жіп, маталарын бәрін әпереміз. Бұлар осындай дайын бұйым қып шығарады. Қарсаңыз керемет. Осы кісілер жасап. Иә. Мынау Наурыз мерекесіне біз мынандай қонақтарымызға, жалпы келген азаматтарға көрсетуге тақияларымызды бәрін тігіп жатырмыз. Мынау ұстазымыздың бұйымы, шапанды тігіп шығарды. Керемет. Иә. Мынан бәрі мектепте болатын болса керемет. Бұл жерде қарасаңызшы ол екен. Мына әр заттардың барлығын арнайы тігін нелерін, машинкаларын шетелден алдыртқан болатынбыз. Жаңадан және де жіптерге дейін. Жіптерге барлығы жаңа көптеген мектептерде жіпті бермейді, болмаса бір материал бермейді. Ал біз барлығымен жабдықтаймыз. Толық. Қазір тағы бір үйірме бар, соны көріңіздер, өте қызық. Қандай үйірме деп ойлайсыздар? Астайылау бөлмесі бұл жерде енді еркін форматта балаларымыз тамақ пісіруді, салат жасауды, неше түрлі тәттілер пісіруді үйреніп жатыр. Ең қызығы бұл үйірмеге ұл балалар да жазылып жатыр. Тамақ жасауға правильный ингредиентпен пирогтарды пісіріп жатыр. Тамақ сасып тұрады. Мен қанша мектепті көрдім, бірақ тамақ үйрететін мектеп көрмедім. Ол екен сіз көрдіңіз бе? Аспазшы болуды ма? Аспазшы болды. Мен тігін машинаны бір рет көріп тұрмын. Осындай жоғары деңгейде, осындай команданы цехтардан ғана көресің ғой тігін машинаны. Осындай арнайы қазір мына жиналып тұр. Негізі бұл жерде арнайы оқушылар дайындалып жатады, арнайы заттар тұрады. Жиналып тұрған кейін сіздерге сәл бұл базовый болып көрініп тұр. Негізінде өте керемет. Мектеп керемет екен. Мынау Жауып кетіпті. Аш саламатсыз ба? Иә, негізі мына сазды ата-бабамыз кезінде не үшін қолданған, қалай ойлайсыздар, өздеріңіз видео жазып кетіңіздер. Мен бағана айттым, жаңа тілді білген кезде адам сабырлы болады деп. Ал бұл жерде сен бүкіл қолыңмен жұмыс жасаған кезде жаман энергетиканың бәрі кетеді ғой. Гончарный круг қой. Гончарный круг. Ол өте адамның несін, былай айтқанда навыкын үйрететін нәрсе. Сен бүкіл стрессің кетеді, жаман энергияң кетеді осы құмға. Поэтому ата-бабамыз біздің өте керемет нәрсемен шұғылданған. Сол себепті осындай гончарныйны біз қосып қойдық.
өте ерекше Бұл деңгейде. жасаған жұмыстар. Иә, жасаған жұмыстар. Мысалы. Киелі отырардың сазы. Осындай поставкалар болып тұрады. Қаншама килограмм саз кетіп жатады. Балалар жасап жатады, біз артынан алып жатамыз. Киелі отырардың сазы дейсіз бе? Иә. Иә, арнап отырды. Осындай керемет. Мына қараңыздар. Балалардың жұмыстары ғой. Керемет қараңызшы. Бәрін даже сатуға болады ағайындар. Қараңыздар. Керемет. Мына мектепте оқығың келеді екен де. Енді ұмытып кеттік ағайындар. Түскі ас. Түскі асты сағат 3:36 болды. Ресторан Бай Әужан КТЛ-ға қош келдіңіздер. Асхана емес, е? Асхана емес, мейрамхана. Қош келдіңіздер. Арнайы біздің мәзірлерді көрсеңіздер болады. Біз апталық тағам мәзірі бар. Толықтай таңғы ас, қалай беріледі, дұрыс тамақтану, яғни правильное питание, барлығын осы жерге жазып қойсам. Қазақстандағы Иә. единственный дипломированный нутрициолог Альмира Орлова бізге меню разработка жасап берді. Кез келген таңғы ас болсын, түскі ас болсын, полдник болсын, барлығы пайдалы ингредиенттермен санап берді бізге калькуляцияны, сол бойынша беріп жатырмыз. Фри, майланған тамақ жоқ. Альмира Орлова, нутрициолог. Витаминизация процесі жүреді, түс қайта міндетті түрде жаңағы көкөніс, жеміс-жидек, банан болсын, апельсин болсын, груша болсын, алма болсын, алма кезек ауыстырып отырамыз. Даже айран емес, биоци береміз. И жаңағы пирог, тіске басарларын әртүрлісін пісіріп береміз. Олеке өзіңіз дәмін татып, тамақтың көріңіз. Басқа жерге бармайық. Осы мектебімізде. Ыстық шай мен ыстық кофе берілмейді. Берілмейді, компотқа үйренді. Пайдалы компот, натуральный компот қайнатылған. Балаларымыз да өзіміз де үйреніп қалдық қазір. Ыстық чай іздемейміз. Өйткені ол компот көбірек пайдалырақ екен ыстық чайға қарағанда. Лейла ханым, тамақ бере саласыз ба бізге? Қысқасы, құрметті көрермендер, енді бүгінгі біздің кәсіптердегі турымыз аяқталды деп айтпаймыз. Қазір Тұран бауырымыздың Алматы қаласынан нөлден кәсіп бастап жатыр. Фитнес-клуб. Фитнес-клуб, X-Fit деген международный бренд. Франчизаға айтады. Франчиза, иә. Бастағанда ақша болды ма өзі? Жоқ, минимальный былай айтқанда нөлден оны бастап жатыр, істеп жатыр. Енді оны көрем деген адамдарға кішкене сәл сабыр етсеңіздер, Алматыға бар, бұл жерде неден басталды, ақша қайдан алып жатыр, қандай жоспар бар, оны айтып кетеміз. Енді Тұран осы жерде жеке бір сұрақ, жалпы кәсіпкердің үлкен деңгейге жетуіне қандай құралдар керек? Құралдардың ең бірінші түрі Олеке негізі мышление керек адамға. Мышление деген яғни адамның ойы, ойлау қабілеті, идея, одан кейін команда, ол базы. Ал ең главный инструмент, фактор, ол WordCast болсын, мектеп болсын, қалай біз ұстап отырық, ол жүйе. Система ғой, мысалы, банктер көп, бірақ Каспий банк мықты. Неге? Өткен жүйе арқасында. Сосын систематизация дейді. Және де маркетинг, өзіндік артықшылықтар, енді ол бойынша біз толыққанды кіретін боламыз. Енді Тұран бауырымда бір қосымша осы мышление деп отырсың ғой, өзгеріс, кәсіпкерлерді өзгерту, трансформация атты. Арнайы біздің проектіміз бар, курсымыз бар, ол действительно өте мықты, офлайн, онлайн форматты өткізіп жатырық. Ол жерде кәсіпкерлер бар, самозанят адамдар бар. Бірінші ол жерде білім алады, біздің қателескен нәрсеміз қателеспесін деп әртүрлі спикерлерді алып келеміз. Қаржы мәселесі бойынша бір кісілер бар, 1 миллион теңге табады, 1 миллион теңге расход болып жатады. Немесе жеке бренд бастағысы келеді, қалай неден бастайды білмейді. Және де орта. Сол себепті кәсіпкерлер қателеспеу үшін дамысын деп осындай өте керемет бір жобамыз ашқан боласыз. Қысқаша айтқан кезде трансформация деген жоба бар, енді сөйлесе нәтиже сөйлесін дейді. Тура қазір осы нәтижелермен танысып кетсек. Как раз осы кеп қалды. Саламатсыз. Есіміңіз? Есім Меруерт Мырзайновна. Тұран, шәкіртіңіз? Иә, Меруерт ханым біздің жобамызға келген, олай айтқанда өте энергиясы мощный кісі, бұл кісі өте мықты кәсіпкерлердің бірі. Немен айналысасыз, камераға айтып жүріңіз? Мен осы Шымкент қаласында Центр специализированного детского питания негізін қалаушы кәсіпкер. Қанша жыл болды? Кәсіпте. Бұл кәсіппен айналысқаныма бір 20 жыл болды. Жалпы кәсіпте 20 жыл болды жүргеніңіз. Енді 20 жыл кәсіпкерде жүрген адамсыз, 20 жылдық тәжірибеңіз бар. Тұранға трансформацияға неге келдіңіз? Біз осы базарда отыра береді екенбіз. Мен тек қана сатамда отыра беремін деп. Өткен кеткенге сатасыз. Өткен кеткенге сатамын. Сөйтіп отырдық біздер. Сонымен өзім таңертеңнен кешке дейін операционкада отырамын, сатамын. Бір Алланың бір қалауымен осы Тұран мырзамен Аллах тағалам кездестіріп, сөйтіп сабағына келдім. Мен ойладым, жасым кеп қалды, маған оқу қажет жоқ деп жүрген кезімде. Пенсияға дайындалып жүрсіз. Точно. Зейнетке. Иә, солай деп жүргенімде сөйтсем, Тұран мырзаның бір қатты мені
сөзіне сен бұрын айтады ғой оқы дейді, енді бізге керек емес деп отыра береміз. Бұл Тұран мырзаның маған бір қатты ұнағаны простота дейді ғой, өзінің қарапайымдылығымен, сондай бір жеңіл тілде түсіндіруімен мен осы оқыдым. Не өзгерістер болды? Қатарда болдық, мен жүйе қойғыздым. Ең бірінші жүйелендірдім. Босадыңыз ба? Босадым. Уақытыңыз бар ма? Иә. Кәсіп жүйеленді. Сіз жоқ болса жүріп тұра ма? Жүреді. Демалысқа кетіп қалсаңыз? Иә. Табыс тауып тұра ма? Иә. Жүйе қойдыңыз кейін? Жүйе қойдым. Менде 2 есе табысым өсті. Қаншаға жетті оборотыңыз? Қазір 100 миллион. 100 миллион. Келгенде қанша еді? Келгенде төмендеу еді, нақты цифрасы қандай? Нақты есімде жоқ. Мен 2 есе өскенімді қазір сеземін. Бірақ есепте де жүйе болмады ма ол кезде? Есепте жүйе болмады. Ол жерде андай болды, левый нелер болды, сәл. В общем, ол жерде бардақтау болды. Финанс жағынан бардақ болды. Иә. 2 есе өстіңіз? 2 есе өстім. 4 бала қолымда жұмыс істейтін, қазір 12 бала қолымда жұмыс істейді. Управляющий магазині бар. Жүйені жасадым. Енді бізде Қазақстан бойынша франшиза сұрап тұрған адам өте көп. Масштабтау. Масштаб қойып отырсыздар бұйыртса. Барлық қаладан қазір жазып қойғандар бар, Меруерт апай маған франшиза сатыңызшы деп. Бұйыртса соған шаг жасап жатыр. Базарда отырыңыз, өткен кеткенге саттыңыз деп айтсыз. Иә. Енді жарайды, жаңағы жүйе қойдыңыз, масштаб қойып баратсаңыз, табысыңыз өсті. Жеке бренд жағы қалай болды? Жеке бренд. Әлеуметтік желідегі белсенділік бар ма? Иә, бар. Қалай болып тұр ол? Қазір жеке брендте бір 82 мың подписчигім бар. Ол да Тұран мырзаның өзімде. Тұран мырзаның өзінің қолдауымен жеке бренд. Меруерт Нарзен. Тоже консультация по детскому питанию, академия ашыңызшы, обучение ашыңызшы деп жатқан Қазақстан кәсіпкерлері өте көп. Бұйыртса Құдай қаласа. Яғни ақша табу каналдары көбейіп жатыр ма? Көбейіп жатыр. Инстаграмға деген көзқарасыңыз қалай қазір? Әлеуметтік желіге? Әлеуметтік желіге деген көзқарасы. Бос уақыт өткізетін жер ме, әлде табыс табатын жер ме екен? Табыс табатын жер. Енді мынандай көбінесе базарда отқан адамдар, олар өткен кеткенге сатып үйреніп қалған адамдар. Ал әлеуметтік желіге кіргендер ол бүткіл Қазақстанға сатам деген адамдар ғой енді. Енді қараңыз, сіз енді нені аштыңыз? Консультация бересіз ба? Консультация Қазақстан бойынша тегін. Таңертеңгі 11-ден кешкі сағат 5-ке дейін мамочкаларға бала көреки болып жатса, запор, не болмаса салмағы дұрыс болмай жатса, аллергия болып жатса, менен таңертеңгі 11-ден 5-ке дейін тегін консультация алады. Дәл қазір уақытта? Дәл қазір. Енді масштабты қай қаладан бастайсыздар? Бұйыртса Құдай қаласа осы қаладан ашамыз. Екінші точкасын. Жалпы негізі андай да, ол Меруерт ханымның дүкені, яғни кәсібі өте керемет. Ол жерде сіз мысалы балаңызға не іздейсіз, барлығы мен өзім бұл кісінің клиентім. Яғни балаларыма ойыншық болғанда жай ойыншық емес, развивающий ойыншықтар, витаминдер, барлығын табуға болады. Өте керемет. Жалпы балалар қанша жастан қай жасқа дейінгі балаларға туылған күннен бастап 1 жасқа дейін, 1 жастан 10 жасқа дейін, 10 жастан 70-80 жасқа дейін питаниялар бар. Мен осы сабаққа келгенге дейін мен Қазақстан бойынша единственный ниша екенін даже сенбегенмін. Жалғыз ба екенсіз? Единственный ниша екенімді осы Тұран мырзаның сабағына келіп, мен өзіме сырттан қараған кезімде, вау, менде потенциал бар екен ғой деген келді. Мені керемет қой. Оятты. Мені ашқан осы кісі ең бірінші ашқан. Ары қарай да оказывается Аллах тағаланың беріп жатқан өте көп екен. Конкуренция кейде бірнәрсе. Бұрын білімге ақша салып па едіңіз? Бұрында салғам. Сайтмұрат Далбаттың сабағына бір барғам. Одан кейін болды, я все знаю дегенде отыра бергем. Мынандай сөз бар ғой енді. Разысыз ба? Әрине разымын. Мен Қатарға барған кезде, вау, это ж бұл реклама емес. Мынау Қазақстанның енді кәсіпкерлері Тұранға келіңіздерші, Тұран мырзаға келіңіздерші деп айтқым келеді. Өтті, рахмет. Шындығында рас. Катар деп атқан бизнес тур. Ол біз бизнес туры Катарға бардық кәсіпкерлермен. 2 жылда бір рет сөйтіп барып тұрамыз. Как раз бұл кісілер келген кезде біз Катарға барған болатын. 20 кәсіпкер, 20 результат алып келді ғой. Қатарға бар. Катарға. Орта таптыңыз. Орта таптым. Ой өзгерді. Ой өзгерді. Табыс өсті. Табыс өсті. Иә. Мынандай ғой, басқа оқуға не үшін бармадым? Оқуға шақыра береді, адамдар аса сөзге сенбей отырасың. А бұл кісінің бір қарапайымдылығы. Кейін осы жерге келіп кішкене кездескен кезімізде мен көп нәрсеге көзім жеттім. Мен деп жүретіндермен Тұран мырзаны салыстыратын болсаң, енді действительно простота, качество короля дегенді осы кісіден көрдім. Сізге рахмет, жұмысыңызға береке, табыс тілейміз. Енді масштабыңызға сәттілік тілейміз.
енді жалпы қазір қазақстан кәсіпкерлері біраз көріп отыр, мүмкін уже іздеп те кеткен шығар инстаграмнан егер 100 миллион оборот болса пайда жағын сұрағанымыз дұрыс бола ма екен, дұрыс емес пе екен? ол кісі уже жеке ары қаратын алады. Жұмысыңызға сәттілік, береке, табыс тілейміз. Келесі нәтижеміз ассалаумағалейкум, ортаға келесіз. Есіміңіз? Мұхаммед бар. Жасыңыз? 27-те. Кәсіпте қанша жыл? Кәсіпте 10 жыл болды. 9-шы класс біткеннен кейін полный базарға шыққанбыз. Немен айналысасыз? Орамалдармен мұсылманский киімдер сатамыз, женский одежда. Базарда қанша жыл? Базарда конкретно 10 жыл болды жүргеніміз. Қазір базардасыз ба? Қазір соңғы 2-3 ай уже базардан шығып кеттім. Мен жоқ, базарда жұмыс жасай береді. Бізде негізі склад, былайша бір магазин емес. Үлкен 220 квадрат складта, сол жерде 12 адам жұмыс жасайды күнделікті. Айналымы қанша айлық? Айына 78 миллион декабрьда жаттық. Түсінікті болды. Тұрғанға қашан келдіңіз? Бір ай болып қалды келгеніміз, осы соңғы трансформация, соңғы потогында. Не іздеп келдіңіз? Жалпылай масштаб. Бизнес опыт, мышление, өзіме личный. Осы бір айда 2 апта болды, личный брендті бастадым, осы сабақтан Тыс. сабақтан тысқары. Сол бизнесімізді үлкейту, жалпы мақсат. Қандай проблемамен келдіңіз дейікші? Масштаб бизнеса конкретно. Өсіруге? Өсіруге. Жүйе бар ма еді? Есеп бар ма еді? Бар еді. Финансовый отчет полный бар еді, ол да поверхностный еді. Былайша жалпы оборотты білетінбіз, қанша табып жатырмыз, соны білетінбіз, но дальше уже АБЦ планирование, система учета, маркетингті дұрысқа қойдық. Маркетингті бізде қазір отдельно оптом Инстаграм, отдельно розничный Инстаграм, ТикТок аккаунт, соның бәрін отдельно маркетингті орнына қойып жатырмыз. Маркетинговый отдел құрастырдық. Жеке брендке неге өттіңіз? Жеке бренд қазіргі таңда ең маңызды нәрсе деп ойлаймын кәсіпкер үшін. Өзінің бизнесін, историясынан бастап көрсетіп, дальше алдыға алып бару. Будущее бизнеса. Пайдасы тиіп жатыр ма? Алла қаласа тиеді. Біз енді бастадық, 2 апта болды. 1600 подписчик бар пока что. Енді бастадық, несін енді көріңіз Алла қаласа. Разысыз ба? Иә, ризамын. Кеңес бересіз ба? Кеңес беремін барлығыңыздарға. Тұран мырзаның әрбір айтқан сөзіне мұқият тыңдап, құлақтарыңызға құйып алыңыздар, бұл потому что әшейін бір деп сөз айтса да бұл маңызды нәрсе болып саналады. Соны кеңес беремін сіздерге. Біз де бүгін күні бойы жүріп қой. Сізге де жұмысыңызға береке, табыс тілейміз. Оборотыңыз өсе берсін, пайдаңыз көбейе берсін. Біз қазір онда Тұран екеуміз Шымкенттен бұйыртса Алматыға, Иә, Алматыға. Бүгінгі түсірілім уақытын негізі айтсақ таңнан кешке дейін болып отыр. Сіздер соңғы нәтижені көріп жатсыздар ғой. Енді қазір Алматы қаласында Тұран үлкен жоба бастап жатыр. Енді Әлемдік деңгей. Қайтадан әлемдік деңгей. Басқа компания тоже жұмыс жасап. Нөлден. Нөлден бұл жерде адамдарға көрсеткіміз келіп жатыр. Деньги приходит под проект. Яғни сен ниеттенсең қаражаттың бәрі келеді. Сосын ол кәсіпті бастап жатырмыз, ол кәсіптен басқа кәсіпкерлер тағы да айтайын, қателесіп қалмасын, банкрот болып қалмасын деп бірдеңе үйренсін деген ниетімізбен сол нені кәсіпті бастап жатырмыз. Және телеграм каналдарға да біз арнайы адамдарға салып жатқанымыз сол. Видеолардың барлығы. Бастан аяқ. И трансформация шәкірттерімізді сол телеграмға біз қосамыз. Өйткені қалай біз инвестормен сөйлессе, қандай қиындықтар бұл Макин айтып отыр, масштаб деп. Бұл кісіге біз трансформация біткеннен кейін де сөйлесіп тұрамыз. Біздің уникальдігіміз сол. Мысалы, Меруерт ханым қанша ай болды бізге мысалы трансформация бітті, бірақ все равно бұл кісіге мен өтініш айтамын, бұл кісі маған өтініш айтады. Ертең екінші точка ашып, риэлтор керек болса мен беремін. Яғни біздің курстың ерекшелігі проекттің әше білім беру алмасы орта емес. Біз өзіміздің подрядчиктер, дайын подрядчиктер береміз. Таргетолог, SMM-шік бар болыңыз, ақылдасамыз, сөйлесеміз. Сондай ерекшелігіміз бар. Қысқасы Алматыда кездескенше видеоны соңына дейін көріңіздер. Сұхбатымызды құрметті көрермендер Алматы қаласында жалғастырайық. Шымкенттен Алматыға келдік. Тұран бауырымызда Алматы қаласына дәл қазір өзінің көлігімен жетіп қалды. Енді қазаққа әйгілі болып жатқан Геленваген көлігі. Алейкум ассалам. Несақ қалай? Көріп қалай? Сіз сияқты мәртебеттіңіз ғой бізді. Енді бұл местің төресі ғой. Рахмет Алла. Әр қазақ елімізге, бауырымызға осындай Геленваген жұқсы болсын. Геленваген, Мерседес, ол екен сияқты. Негізі қазақ жігіттері бұрын тұлпарымен мақтанған ғой, енді бұрын атпен. Қазіргі ат әрине көлік. Көліктің мықтысы әрине Геленваген. Ең жүйрігі. Ары қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Мына жерде Алматыдағы нені фитнес осы жерде болады ғой? Бұл жерде бұл проекттің ерекшелігі бірінші нөлден, то есть минимальный суммамен осында әр бауырымыз бастасын кез келген бизнесті деп фитнес ашқалы жатырмыз. Неше квадрат?
1000 квадрат. Бұл жерде международный фитнес ашып жатырмыз, тоже ортқасы емес, бірақ X-Fit деген. Ол да франшиза. Ол да франшиза. Әлемдік? Иә, әлемдік. Ол 33 жыл болды нарықта жүргеніне. 130-дан астам точкасы бар. Франшизаның бағасы құпия болмаса? Енді ол жерде біз Қазақстанға алдық. Ол құпия болады. Жалпы Қазақстанға сендердікі Иә, болды ма? иә, иә. Не деген үлкен жобалар. Бірінен бірі асқан. Мына жер 1000 квадрат дедің ба? 1000 квадрат. Бұл жерде сауна бар. Арнайы балдарға, то ер адамдарға, әйел адамдарға. Бассейн? Бассейн жоқ, без бассейн, бірақ өте просторный, групповой занятиялар бар, яғни уроктар, йога, сайкл деген сияқты. Түсінікті болды. Қанша ақша салынайын деп отыр бұйыртса? Бұйыртса, енді кеше айтқандай, бір 400 миллионның плюс-минусы. Айналасы. Айналасы. Енді 400 миллионның жартысын қазір инвесторлардан жинап жатсың. Иә, жарты емес, даже одан көп деп ойлаймын. Қалғанын біз, скорее всего, абонемент сатамыз, предпродажа. Инвесторлар қайдан шығып жатыр? Инвесторлар сол жеке бренд арқасында ғой. Инстаграмнан ба? Инстаграмнан, иә. Күніне жобамен неше адам ақша тастап кетіп жатыр? Күніге негізі бізде бір 7-8 кездесу болып жатыр. 3-4 адаммен былай айтқанда сделканы. Ең азы қанша беріп жатыр? Ең азы біз бірінші айтқандай 5 миллион дегенбіз. Қазір ставканы 15 миллионға көтердік. Енді мынандай ғой, адамдар қанша уақыт күтуге дайын, салынып біткен ақша бере алмайсыңдар ғой, дұрыс па? Біз предпродажа қалай бастаймыз, яғни алдын ала абонемент бастаймыз, сол жерден бастап бере береміз. Мынау локация бізде қымбат деп айта аламыз ба? Негізі қымбат, бірақ та Аллаға мыңда бір шүкір, біздің мынау помещение біз арендаға алдық. То есть 10 жылға долгосрочныймен. Хозяин өте жақсы адам екен. Иесі, иә, өте жақсы бауырымыз. Бізге келісіп, былай айтқанда, мына Золотой квадратқа ең идеальный сеге берді. Мына жерде Аль-Фараби тұр. Аль-Фараби. Тура мына Аль-Фараби, Есентай мына жерде. Иә, 3000 де Айырты плаза, Достық плаза. Қысқасы, шынымен алтын квадрат қой, Золотой квадраттың ортасы тұр. Ода ішке кіреміз ба? Ішке кіреміз. И қараңыздар, бауырлар, тағы бір лайфхак айтып өтейін. Фитнес болсын, ресторан, фитнесте 78% локация роль играет етеді. Басқа бизнестерде 50%-дан бастап локация роль играет етеді. Локацияны дұрыс таңдаудың өзінің формуласы бар. Мен оны өзім YouTube каналдарында, телеграмдарда, инстаграмдар айтқанмын да. Ссылкасын міндетті түрде Тұранның қалдырып кете аламыз видеоның төмен жағына. Вообще, поэтому локация дұрыс таңдап үйреніңіздер. Так, қай жағымен кіреміз? Төменгі ма, жоғы не ма? Бірінші этаж ба? Екі этаж, бірінші этаж, және минус бірінші этаж. 1000 квадрат. Құрылыс басталып кетті ма? Жұмыс басталып кетті бізде. Уже полный демонтаж жасап тастадық. Сол жақта отдел продажамыз болады, мына жақта отырып. Мына жақта раздевалкалар болады, сауна, раздевалка. Орынды қанша уақытта таптыңдар? Біз орынды, в общем, срочно іздедік. Қателеспесем, бір 15 күн мен 25 күннің арасында едім. Тұран, мынандай сұрақ қойшы, құпия болмаса. Фитнесте фитнес кетіп жатыр, иә? Соған қарағанда бір фитнесте бір не бар да, иә? Бір жақсы. Пайда ма? Вообще негізі кез келген айда бизнес, жаман бизнес жоқ, барлық бизнес жақсы. Фитнес сферасы просто растущий рынок. Мысалы кофейня, фитнес, и тем более мен өзім кеше айтқандай, мектеп, бізде гостиница бәрін көрсеттік қой. Біз более пайдалы әкелетін продуктыны бизнес деген жақсы көреміз да. Жаман бір дүние жасағанша, мысалы алкоголь, арақ денсаулыққа қатысты десің. Пайдалы, сауабы да мол, пайдасы да мол болып тұр ғой онда. Енді кеше мектепті мен көрдім ғой, жеке ойымды айтайын енді, біздің көрермендер жартысын көріп шықты ғой. Ақша табу үшін ашылған мектеп емес екен анау. Шынымен көзім жетті. Шынымен бір балаға арнап жасалған мектеп екен. Адамға ел үшін от души жасадық. Неге? Өйткені менің арманым және де біздің осы компанияның мақсатымыз, арманымыз осы елге пайдасы тигізетін болды. Өйткені кезінде қазақ тілі лицейде оқыған кезде түріктер, яғни мұғалімдер бізге максимально пайдалы болыңдар деп бізді тәрбиелеген. То есть проактивный болыңдар. Сол себепті мектеп сол арманымыз еді, тем более Әужан КТЛ деп керемет мектеп соқты. Өте мықты мектеп екен, мен кеңес беремін сол мектепті. Шымкент қаласындағы әрбір жағдайы жеткен адамға. Так, мына жаққа раздевалка, мужской, женский, сауна болады. Әйел адамдарда бөлек сауна, ер адамдар бөлек сауна болады. И әйел адамдарға біз арнайы Dyson фен қоямыз, премиальный сегментте. Одан бөлек бұл фитнестің несі, лучший плюсы 24/7 жұмыс жасайды. Және бұл жерден сіз абонемент алсаңыз, Ташкентке, Ресейге, кез келген жерге межрегиональный визит болады. Яғни демалмай жұмыс істей ме мына жер? Бұл жер круглосуточный. Алматыда ондай фитнес бар ма? Бар, өте аз и слабый оборудование и так далее. Түсінікті болды. Бұл артықшылығы деп айта аламыз ба? Иә. Қай сегментке жұмыс істейін деп жатыр енді? Премиальный, высший средний. Топ ойнап тұр. Топ. Жылдық абонемент қанша болады? Примерно 300 мен 400 арасында болады. Неше адам бір уақытта істей алады? Одновременно 176 адам кіре алады. Одан бөлек, күніге бір 200-300 адам кіре береді. Түсінікті болды.
Ашылуы нақты? Ашылуы апрельдің құдай қаласа ортасында Сәуір айы. жоспарлап жатырмық. Қазір февральда предпродажа бастаймыз. Үлгересіңдер ма сәуір айына? Иә, үлгереміз. Бізде бригада өте Санаулы уақыт қалды. Оборудование заказ беріп қойдық. Вытяжка уже заказ беріп қойдық. Қазір февральда алдын ала сатылым болады. Яғни абонементтерді 50%, 70% жеңілдікпен сатамыз. Оны немен сатайын деп отырсың? Біз команда жинап жатырмық. Уже 2-3 күнде команда жинаймыз. Абонементтерді өте төмен бағада адамдар 2-3 ай күткен үшін ала алады. Жеке брендпен ғой бұйыртса. Жеке брендпен, иә. Жеке Құдай бұйыртса. Онда алғашқы клиенттердің бірі боламыз. Құдай қаласа, олай ке. Қысқасы, бұл кәсіпті Тұран өзінің инстаграмда нөлден бастап, орын іздегеннен бастап, идеядан бастап күтсіріп жатсың. Сондықтан инстаграм каналына тіркеп алсаңыздар да өте пайдалы ақпараттар былай шыққан кезде көп дей аламыз. Мыналардың бәрі әдемі тұр екен. Иә. Мынау бізде төменгі қабат. Бұл бізде тренажерный зал, және де сол жақта массажный кабинеттер. И бұл фитнестің плюсы бізде сервисный менеджер болады. Яғни клиенттерге бірдеңе ұнамай қалса, барлығын сондай айтатын бір арнайы кабинет болады. Яғни одан бөлек книга жалоптың бір түрі ғой. Книга жалоптың арнайы кабинет менеджер. Тренажерный зал и мына жерде групповой занятие болады. Йогаға, антигравити, стретчинг, сайкл деген арнайы бізде сабақтар болады. Бұрын не болған бұл жерде? Учебный центр болды. Оның алдында 10 жыл бойы бойцовский клуб болған. Мына астында ма? Иә, осындай болған. Бұл жердің біз плюсы локация өте жақсы, және де біз өзіміз арнайы форумды таңдадық, өзіміздің білімізбен. И фитнесте ең огромный роль играть ететін нәрсе потолок үлкен болу керек. Бұл жерде почти 4 метр, яғни 3-7 жоғары болды. Бірінші, екінші көп нәрсе біз экономдағанбыз, и хозяинге на это я благодарен, рахмет. Вытяжканың 80% біз экономдадық. Вытяжка тұр. Вытяжка тұр, короче. Поэтому біз нөлден бағана Вытяжкаға неше кетеді маяққа? Мысалы мен біз бар ғой, кішкентай фастфудқа 1,5 миллион бергенбіз. Вытяжкаға 25-30 квадратқа. Вытяжкаға негізі 50 миллион мен 70 миллион кетеді. Кез келген нөлден бастайтын кезде. Бұл жерде вытяжка именно фитнеске 80% дайын тұр, 20% біз доработать етеміз. Тағы да улучшать етеміз. Онда мына керемет жер болып тұр екен ғой. Керемет, Аллаға шүкір. Арендасын айта аласың ба? Арендасы 4,5 теңге квадрат метрден. 1000 квадратқа. 1000 квадрат 4,5 миллион теңге айына. Өте керемет. Бұны қалай келістіңдер? Яғни кез келген мен айтамын, өзімнің шәкірттеріме, өзімнің курстарымда айтып кеткем, мастер переговор дейді, арнайы формула бар. Адамға всегда взаимовыгодно ұсыныс беру керек. Алматыда 160 квадраттық офистер қазір 1,5 миллион, я өткенде іздедік қой. 200 квадраттықтар 2,5 миллионға дейін барады. Және де локация топ емес ау, біз барған жерлер. Бұл жер өте ыңғайлы, Есентайға 3 минут. Яғни Аль-Фарабиге почти тақап тұр, өзіңіз көрдіңіз. Парковкаға орын бар, именно кешкі 6-дан кейін. То есть күндіз енді сәл қиналады. Но біз ол мәселені шешсек па деп жатырмық. Арнайы адамдарға не беріп, сотрудниктер беріп. Но локация өте жақсы, то есть кез келген адамдар келе алады, қаншама үйлер бар, и артында еще поле бар бұл жерде. Динамо деген. Ол да бізге плюс болып тұр. Түсінікті болды. Өте керемет жерде ашылғалы жатыр екен онда. Бұның бәрі ол екен негізі бірінші білімнің арқасы, екінші личный брендтің арқасы ғой. Мынаны маған Инстаграм арқылы жіберді. Жеке брендтің осындай плюс болды. Сен көрермендерге айттың ғой, орын тауып беріңдер деп. Іздеп жатырдық қой біз, Гагаринадан іздедік, анақтан іздедік. Оның алдында да мен бір-екі бет-бет көріп жүрдім. Бет-бет қарап та, бірақтан да андай соңғы моменттерде көп адаммен ақылдаса келдік та. То есть личный бренд 95% бұл жерде жұмыс жасап. Рейлтер жігіт тауып берді ғой, қателеспесем. Рейлтер әйелі тауып берді, сол жігіттер арқылы шықты. Поэтому жеке бренд кез келген кәсіпкерге жүргізіңіздер. Мен шын жүргізгенді қалаймын да. Маржан Сейсенбай ағамыз да, мен өзім Дональд Трампты өзім қызығам ол кісіге. Кумирді айтып қоймайды, бірақ ол кісі банкрот болған кезде за счет личный бренда шыққан ғой. Банкротстан. Минустан. Поэтому жеке бренді бар адам, оны монетизация тез жасай алады да. Енді құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деп ойлаймын. Енді соңғы шығарылымның тоқетеріне келейік. Не ұсыныс бар? Көптеген кәсіп бастайтын адамдар кәсіпті қалай бастайды білмейді. Болмаса банкрот боламын деп қорқады. Личный брендті қалай бастау керек, инвестиция білмей жатады. Соларға арнайы керемет мощный проект бастадық. Оның құны қазір айтсам күлесіз, 2 миллион, 1 миллион теңге емес. Яғни арнайы ол адамдарға 60 мың теңгеге, яғни обратный связьбен осындай мощный курс. Онлайн сабақты айтсақ бола ма? Бұл енді алғашқы 5 адам қалыпсың ба, одан кейін өсе ме или қалай болады? Бұлай жасайық, алғашқы 20 адамға промокод ұлан деп келетін болса, 50% жеңілдік жасайық. Яғни 29.990, 30 теңгесі. Миллиондық бір өнім сата ма десем? Негізі оның құндылығы действительно миллион теңге. Просто мен кәсіп бастайын, кәсібін үлкейтемін ба, личный бренд арқылы инвестиция тартып үйренемін деген адам. Бұл әлде жаңадан бастаған адамдарға ма? Жаңадан басқа адамдарға. Кәсіпкерлерге кәсіпкерлерге де бар. Сол баға ма? Сол баға. Кәсіпкерлерге де сол баға ма? Инвестиция да бар ма ішінде? Иә, ішінде инвестицияда біз қосып қойдық арнайы адамдарға қалай бастау керектігін. Қысқаша айтқан кезде алғашқы қанша адамға дедің? Алғашқы 20 адамға 29 мың теңге. Иә, 29 мың теңге. Одан бөлек сол мысалы үлгерген адамдарға
мен өзім ішіне бір адамға жеке разбор жасап берейін. Менің разборым 500 мың теңге тұрады, ол бонус болсын тегін. Кешкі асқа шақырасың онда? Кешкі асқа бүйтейік онда. Комментарияға дәл қазір өте белсенді болып, ұлан бауырымыздан жазған адамдарға комментарий арасынан мен бір адамға, яғни бизнес ұжымға шақырып, инвестицияның қыр-сырын бәрін үйрететін боламын. Түсінікті болды. Өте көп сыйлықтар, негізі бұл шығарылымның өзі өте көп пайдалы болды деп айта аламын негізі. Бізге де, көрермендерге де жалпы көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз және де соңында да ұсынып отқан өнім наставничество 2 миллион, 7 миллион деген сөз жоқ. Қарапайым баға, әркімнің қол жететін. Өте төменгі баға деп айтсам да болады. Өте әдемі ұсыныс. Номеріне хабарлассаңыздар болады, төмен жақта. Видео ұнаса жүрек басыңыздар, пікір жазыңыздар, таратуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Ұлан Құрманғалиев, Сала таңдау каналы. Сау, саламатты болыңыздар. Жақсы, рахмет.